Сирияға кеткендердің көбі нәпсісіне жағатын жағын алды. Мақсаттары қандай болды сонда? Мақсаттары жаңағы дін үшін шахид боламыз, джихад деген нәрсені олар өздерін құрбан етумен, өздерін өлтіру дегенді түсінді да. Өздері тұмшаланып шыққан жоқ шекарадан. Как положено мини-юбкамен макияждарын шаштарын жалбыратып, как будто бір Турцияға қыдыруға кетіп жатқан адам сияқты кейіпте сондай сипатта шығып кетті шекарадан. Мен оның кухнясынан шыққаннан кейін білем мен олардың қандай екенін. Қоғамның соққысына шыдағысы келмейді, бірден өліп қалғысы келеді, бірден жәннатқа барғысы келеді олар. Ағымға кіріп баратқан ешқайсысы білмейді. Қыздарды шынымен жоқшылық қатты құртады. Дінге қысым жоқ. Радикалды идеологияға қысым бар. Алла жолында шахид боламыз деп банаға өздерінің осы Қазақстанда тұрған мұсылмандардың бар екендігін біле тұра, Сириядағы мұсылмандарға көмектесуге кетіп қалды. Өте опасный ячейка емес па? Сол сауат бізде қазір ақсаңдап қалды. Ал дінді оқығың келе ма? Жүрмей сені мешітке апарайын. Мешіттен алып оқы. Бала ата-анасына кәфір деп қарайды, ата-анасы баласына террорист деп қарайды. Ата-ананың жас кезіндегі жасаған қателіктеріне бала құрбан болмау керек негізінде. Ересектерді сол жақта қалдырып кету керек еді. Деп ойлайсыз ба? Иә, ұлтқа сатқындық жасаған, бір рет сатқындық жасаған адам ол екінші рет жасайды. Құрметті тыңдарман, құрметті көрермен, қалдарыңыз қалай? Бұл қоғам дауысы подкасты, қазір мүмкін бізді көріп отырған, мүмкін тыңдап отқан, және де басқа да бір әлеуметтік желі арқылы көріп жатқан көрермендеріміз болса, қалайсыздар, жақсыздар ма? Біздің подкастта осы жалпы қоғамда көп көтерілетін сұрақтар, немесе қоғамның арасында көтерілуге тиіс сұрақтарды көтереміз. Бүгін подкасттың қонақтарымен таныстырып өтейін сіздерді. Бүгін бізге келіп отқан Бақыт мырза, ассалаумағалейкум, және де Назерке ханым. Бүгін енді бір осындай бір өзекті мәселені көтергім келіп отыр. Деструктивті осындай ағымдарға қыз-келіншектерді, әйелдерді, осы деструктивті жүйелер ма, күштер ма, қалай айтатынын білмеймін, өздерінің ықпалдарын қалай жеткізеді деп ойлайсыздар, қалай кіргізеді деп ойлайсыздар? Осындай сұрақ келіп отыр. Қалай кіргізеді дегенде, қыз балалар намазды, дінді өспелі кезеңде қабылдайды көбісі. 13, 14, 15 жастарында қабылдайды. Өтпелі кезеңде жүрген кезде қыз балаға ең бірінші ата-анасының қолдауы керек болады. Олар бірінші ата-анасының ризалығын, не болмаса ата-анасының көзқарасын таңдамайды. Олар ең бірінші өздерінің ортасын іздейді. Мен сияқты, мысалға, бір қыз баласы 13, 14, 15 жастағы қыз баласы дінді қабылдады ма, уже білмейді ғой, ілімсіз. Ол сол өзі ілімсіз бола тұра, өзі сияқты адамдарды іздейді. Внимание. Сосын ата-анасынан қолдау көрмегеннен кейін көшеге, қоғамға шығады. Қоғамда өзі сияқты адамдарды тауып алғаннан кейін олардың саны көбейеді. Оларда тоже ілімсіз орта, қай жаққа баратынын өздері білмейді. Мешітке баруға, ілім иелеріне баруға олар қарсы бірден. Себебі олардың 13, 14, 15 жастарында дінді қабылдаған қыз балалардың ортасында әуелден қабылдаған қыз балалар кезігеді. 30 жасар, 25-тен 30-40-қа дейін жастағы әйел адамдар кездеседі. Авторитеттермен. Авторитет, типа авторитет. Солардың күйеулерінің ықпалдары арқылы ортаға тартылады. Еркектерінің ықпалдары арқылы. Ортаға тартылады, ең бірінші тартылатын ортасы, ең бірінші ата-анамен қарым-қатынасы, бұл жерде отбасындағы қақтығыстар зиян кері әсерін береді. Бастапқы орамалды қабылдай алмай қалады ғой ата-аналар. Менің қызым неге осындай болып кетті, неге ерте қосаған әлі, жасың келгеннен кейін тағасың ғой деген сөздерді олар агрессивті түрде қабылдайды бірден. Содан ілімсіз ғой енді, жан-жақты қабылдай алмайды. Потом ер азаматтары, күйеулері, жаңағы авторитеттердің күйеулері жайлап тартады, жоқшылықтан кейбіреулері бұзылады. Енді біздің қазақта да сөз бар ғой, ер адам тоқшылықтан, қыз бала жоқшылықтан бұзылады деп айтады. Жоқшылықтан жаңағындай садақа деген термин сөз бар шариғатта, қағидаларында. Сол садақаны өздерінің мүдделеріне пайдаланады. Яғни әйел адамдарға ақша сыйлық сыйлау арқылы,
акчамен карым катнаш жасоо аркылы солай тартат өз ыкпалдарына. Сол именно сол моментте 13, 14, 15, 18 жаска дейинги кыз балалар динди кабылдайтын болса, олар сондай бир адеми өмүр сүргүсү келет да. Адеми өмүр сүрөм деп ойлойт. Мен динди кабылдадым, болду, мен орамал тактым, мен адеми өмүр сүрөм деп ойлойт да. Мен сыналмаймын деп ойлойт, жанагындай. Кыйынчылык болмойт менин өмүрүмдө деген сыяктуу олар жеңил кабылдап алат да сол жагын. Сосын кез келген ортага сыйыса калмайт. Себеби кай жерде акча бар, сол жерге тез сиңисет олар. Кай жер ол адамдар, мисалга, жана динди кабылдаган кыз балалар, жас өспүрүмдөр, ким оларга жакшы внимание бөлөдү, акчалай эле болмаса сыйлык жагынан, сол тарапка карай кетип калат. Психологиялык тургудан Баке, мисалы, енді 13-14 жас деп айтып отыр ғой, мисалы Назерке ханым, сол енді ана қазір неге енді бәріміз білеміз, жаңа подростковый бунт дейтін кездер болады, нелер болады, соның бәрі енді жалпы осы психологиялық тұрғыдан осының бәрін қалай сипаттап беруге болады? Қызығушылық, жаңағы міне, кешірім сұрайым, жаңағы Назерке қызымның айтып отқаны өте дұрыс. Бала енді бір этаптан, орысша айтқанда, екінші этапқа өтіп атады. Балалықтан үлкеюге, сол кезде адам адаса бастайды. Ол кезде ол мидың өскені сондай, ол көп информацияны миымен қабылдай бастайды да. Мынау бізде айтады ғой, мысалы, исламда жүрекпен қабылдау, мимен қабылдау деген бар. Соның бұл жүрекпен қабылдаудың орнына олар мимен қабылдай бастайды, іздей бастайды, қызыға бастайды. Сол кезде көбісі сондай кезде сынып кетеді, кездеседі, еліктеушілік болады. Мынау қазіргі кезде енді қиын болып жатыр. Ол түгіл мынау жаңа біз осыған дейін бір әңгімелесіп өттік қой, 90-шы жылдар деп. Сол 90-шы жылдар егемендік алғаннан кейін шекаралар ашылып, неше түрлі ағымдар Қазақстанға кіре бастады. Сол кезде де бізде талай қыздар сөйтіп кіре бастады. Одан кейін барып көздері ашыла бастады. Қазір олар үлкен ана болып отыр, кейбіреу әже болып, апа болып отыр. Сол кезде де ағымға кіргендерде мен содан түсінетінім өзім. Мынау орамал тағуға қызықты. Мен жаңағы естеріңізде бар ма? Даже жігіттер бар, сары әулемін, ақ әулемін деп бәрі орана бастады. Бір соны бір үлкен қып көре бастады. Соны жастар көріп қызыға бастады. Бірақ ағымға кіріп баратқан ешқайсысы білмейді. Жаңа өзің айтып отқандай, ол ойлап отыр, маған көмектеседі, жаңа жағдай жоқ деп айтты, өте дұрыс айтасыз. Қызды ең басты бізде енді қыздар туралы ғой енді әңгіме болып жатқан. Сол себепті қыздарды шынымен жоқшылық қатты құртады. Оны бұрын ата-бабаларымыз айтып кеткен нәрсе. Сол себепті енді қалай айтайын, қазіргі сөзіміздің барлығы біздің өзіміздің дәстүрге де келе жатыр. Қазір алдағы сұрақтарда болады, сөйлесерміз. Ұлттық құндылыққа қарай. Құндылыққа, ең үлкен құндылық қой бұл. Сол құндылықтар туралы айтармыз. Енді сол менің сөзім қысқасы еліктеушілік және қалай айтайын, қызығушылық. Сол балаларды құртып отыр. Енді жаңағы мысалы енді біз енді радикалды күштер туралы айтып отырмыз, енді дәстүрлі дін туралы емес та, мысалы радикалдыққа кеткен кезде сонда ақшалай практически сатып алып жатыр ма сонда? Енді не жоқ қой, енді діннің жаңа өзіңіз де айтып отырсыз, жүрекпен кеткен кезде оны жаңағы енді іштей қабылдайды. Жаңағы дінге келген кезде андай бір ашық ой өрісімен дейтін сияқты, мысалы жаратушы бар дейтін сияқты. Ал мына жерге келген кезде атрибутика не істеп тұр ғой, әсер етіп тұр ғой. Біріншіден ол жаңағы енді мына жаңа өзіңіз айтып отырсыз, орамал тағып не істеп біреуге еліктеу. Екіншіден ол финансовый мәселе. Сонда бұл радикалдық күштердің несінде сонда жалпы дін дейтін идеология ол как прикрытие ретінде жүріп жатыр ма, сонда қалай болады? Жоқ, жаңа кісі аға айтып кетті ғой. Кейбіреулер жаңа жүрекпен қабылдаудың орнына миымен қабылдайды деп. Идеология миымен қабылданатын нәрсе, дін жүрекпен қабылданатын нәрсе. Осы екеуін шатастырып алады. Дінді жүрекпен қабылдаудың орнына идеология, яғни дінге жаңалық енгізуге болмайды. Ол кісілер өз мүдделерін пайдаланып, дінді жамылып, идеологияларын тықпалайды қоғамға.
себебі олар дінді жүрегімен қабылдау керек процессті олар көтере алмайды уже. Өздерінің идеологияларына қарама қайшы тудырады сол кезде. Мысалға, ислам шариғатында садақа мұқтаж адамдарға беріле ма? Иә. Берілу, жаңа бар қоғамда неше түрлі қайырымдылық қорлары бар, мысалы. Мұқтаж адамдарға берілу сол процеспен жүріп жатса, а бұл идеологияда жаңағындай қыздарды, жасөспірім қыздарды еліктеп жатыр ғой, ол қыздар қазіргі таңда ізденісте, қызығушылығы артылып жатыр. Сол моменттің үстінен барады да бұлар соққы жасайды ғой. Яғни бұл қыз, яғни дінді жамылып жатыр, дінді үйреніп жатыр, бізге керек деген сияқты. Қосып жіберсем бола ма, Назерке? Сөзің бөлгенге ренжіме. Дұрыс айтасыз да. Мынау дінді, Алланы дейді ғой, Құдайды жүрекпен қабылдау керек. Сол кезде олар пока мимен қабылдап жатыр да, сол кезде жаңағыдай кісілер келіп, бұл жүрегіне түспей тұрған кезде бұны біз өзімізге тартып алайық дейді. Сол ғой сіздің ойыңыз айтқың келіп кеткен, иә? Өте дұрыс айттыңыз, жақсы. Сол сияқты біздің жастар содан адасып жатыр көп. Жүрекпен қабылдасаң Құдайды, оны бірден түсінесің. Өзі намаз оқу керек, неге екен, неге былай істеу керек, неге дұрыс жүру керек. Мысалға, міне, сақалға тіреліп қалады. Атрибутика, уже атрибутика кетіп жатыр. Мысалға қараңыз, менің жасым 50-де. Иә. 50-ге дейін мен сақал қойған жоқтығым. Қазірде көрінбейді бірақ енді, сақалым бар. Бірақ айтады, қазақтың енді дәстүріне кетіп баратыр, қараңыз. Қазақта 50-ден кейін әкесі рұқсат берсе, айналайын 50 жастан астың ел ағасы болдың, сақалыңды қой деген кезде қоясың. Мен енді әкем енді қайтып кетті, сол кезде 50-ге жетпей жатқанда. Сонымен әкем де тура сол уақытқа келіп қалды, сонымен мен ұятта қой, сақал қойын деп, шамалын еқіп қойдым. Бірақ бұл да сақал, мынау да үлкен де сақал. Бірақ мен енді сабақ берем, бір жерде не бар, енді өзіме ұнайтыны осылайынан. Кейбіреулер айтады, неге сақалыңды жібермейсің деп. Бізге де сөйтіп тиіседі. Мына орамал сияқты нәрсе ғой, бұл да айтып тұрған. Жаңағы айтып кетті ғой, 90-шы жылдары көбейіп кетті деген сияқты. Осы 2008-2006-дан бері бер жағын есептесек, Сирияға кетушілер көп болды ғой. Иә. Сирияға кету үшін алдын ала Мысыр мемлекетіне барып ілім алу керек болатын болды оларға. Жаңағы адасқан ағымдар солай ілімдерін дальше ары қарай күшейте бастады. Енді Мысыр мемлекетін общий ала алмаймын, бірақ ол жақта да өзінің ішінара бөлінетіндер бар. Сол өздеріне, миларына, жаңағы идеясына совпадение келетін ілім иелерін іздейді. Топтарды іздей бастайды. Сол топтарға барып ілім алған адамдар Мысыр мемлекетінен Қазақстанға через телеграм арқылы әйелдеріне связға шығып отырады. Сол әйелдері мына жақтан біздің Қазақстандағы қоғамдағы жасөспірім қыздарды іздеп өздерінің орталарына ақша арқылы жаңа қызығушылық артып жатыр ғой ол кісілерде, соны моментті пайдаланады да сыйлық сыйлау арқылы. Мұсылмандар негізінде былай жасайды ғой, мұсылмандар негізі садақа береді ғой, қайырымдылық береді ғой деп жаңағы өзі итак жоқшылықтан күйіп жүрген қызды келеді де ортаға тартады. Бірақ жүрекпен емес, миымен тартады. Бұл жерде айырмашылық осы. Діндегі мұсылмандар жүрекпен тартады ғой, жанашыру, мейірім деген нәрсе бізден жүректен шығады да, шынайы мұсылмандарда. А оларда жүрекпен шықпайды, миымен шығады. Қабылдаса қабылдайды, қабылдамаса да қабылдатуға тырысады. Зорлықпен. Менде мынандай сұрақ болды, жаңа Сирияны түртіп өттіңіз ғой енді. Оққан кезде жаңағы ақпараттар сонда жайында қасиетті соғыс деп айтады, не деп айтады, ол жаққа барған кезде сонда жалпы өздеріңіз қалай ойлайсыздар енді жаңағы сол ал осындай қасиетті соғыс болып жатыр деген идеология келеді да, соны мен ойлаймын кейбір кезде ал жақсы бір радикалды күштер келді бүйтіп сөйтті, мына жақ Қазақстанда жүріп жаңа өз орталарын жасап жатқан адамдар неге ана жаққа кетеді? Неге басқа елдің қандай мотивациямен кетеді? Мен вот соны түсінбеймін. Бірінші мен айтып ренжімейсіз бе? Жоқ. Жалпы подкаст форматы осы келіп талқылай берсек болады түсінен жатыр. Мысалға өте күшті сұрақ қойдыңыз. Бұл өзіңіз ойлаңызшы. Бұл ана көздің қараңғылығы деп ойлаймын. Мына давайте этапқа бөлейік. Мен сабақ бергенімде өзім осы этапқа бөлемін. Ең бірінші адам не болу керек? Сұрақта сауатты болу керек. Екінші не болу керек? Білімді болу керек.
үшінші не болу керек? Жоғарғы білімді болу керек. Одан кейін қандай білім бар? Одан кейін ғылыми білім бар. Ары қарай кете береді. Сол этаптарда біздікі жете алмай қалады. Мына білімге жете алмай қалады. Мына сауат деген өзі бәрі айтады, сауат деген фундаменттен беріледі. Мына үй саласың ғой, сол фундамент сияқты бала дүниеге келген кезде анасының құшағынан басталады, сол жерде жылауынан басталады. Өйткені ол осы дүниеге келіп қорқып жатыр. Бұрын анасының ішінде, судың ішінде тып-тыныш жатыр еді, мына жерде келіп. Сол сауат, мен қайыққа түстім деп ізденіп жатыр. Одан кейін анасының көкірегін іздейді. Ол да сауат. Анасының көкірегін бір тауып алғаннан кейін, одан кейін тауып еміп жүре береді. Сол сауат, одан кейін өседі, жаңа тоққа түспе, самаурыннан әрі жүр. Соның бәрі сауат. Сол сауатты келатқан кезде, 3 жасқа келген кезде атасы мен әжесіне қаратады. Әжесі мен атасы оған фундаментін вообще өте мықты темірдей қылып береді. Сөйтіп келеді де ол 1-ші классқа барады, 6 жасынан. Или 7 жасынан дейік мәлі. Сол кезде барғаннан ол білім қосылады. Соларды сөйтіп уақытымен дұрыстап қосылып балаға дұрыс сауат мен білімді беріп отыр ма? Олар ондай ағымдарға кетпес еді. Вот сол жерден бізде жіберіп қойып отыр. Енді сол сауат пен білімнен кетіп қалып отыр. Енді ол жаңағы мысалы білім келмейді деп қатты қараңғылық деп те айтуға болмайды. Себебі бізде мемлекетте енді жалпы андай білім әрбір қазақстандыққа мысалы доступный ғой. Иә. Сол мен түсінер едім. Там кейбір өңірлерде мектеп болмаса, там жүйе болмаса дейтін сияқты, білім жүйесі болмаса. Жоқ, мен айтып жатқан жоқпын. Иә. Сөзіңізді бөлгенге. Сол сауат пен білімді жақсылап құйып отырса миға. Жаңа айтып отырық қой, ми дұрыс информацияны қабылдап отырса, ми өз қыртыстары көп қой. Соны дұрыс қабылдап отырса кете береді. Мысалға жаңа сіз айтып отырсыз, 90-шы жылдар туылғанда неге көбісі сол кездегі нелер өздерін жаңағы как жертва сияқты қылып көреді. Мысалы біз жаңа егемендік келді, социализмнен жаңа егемендік жаңағы болып жатыр, ел болып жатыр. Сондай кезде, ол кезде қиналды, көп адамдар қиналды. Көп. Өткені сол кезде балаға қарап та үлгере алмады, тәрбиені дұрыс бере алмады, уақыт деген кетіп жатты. Өткені өмір сүру керек. Барлығы саудамен айналысты, базарға шығып кетті. Көрдіңіз ба? Мен бұл жерде соны түсіндіргім келіп тұр. Сауат пен білім аз болғаны. Сол кезде бала басқа жаққа еліктеп кетеді. Жаңа өзіңіз айттыңыз, 13 жас пен 15 арасы ең қиын момент сол этапта өтіп кетеді. Мен соны айтып отырмын. Білімсіз деп жатқан жоқпын. Просто білімге жақсы қарау керек. Сауатқа дұрыс қарау керек. Сауат деген ол үйдегі отырған, балам, тәрбие, этикет, әдеп, соның барлығы бізде дұрыс қаралмай қалса, бала кетіп қалуы да мүмкін. Сөзіңізге қоса кетейін, жаңағы кезінде Союз үкіметінің кезінде Құдай жоқ деп қазіргі үлкендердің миына құйды ғой. Сол үлкендердің ұрпағы қазіргі таңда адасып жатқан. Сол үлкендердің ұрпағы, яғни Құдай жоқ деген нені миларына құйды, бірақ кейбіреулері оған көнді, кейбіреулері көнбеді. Сол көнсе де, көнбесе де сол жүйеде өмір сүрді ғой, сол заманда өмір сүрді. Бертін келе солардың ұрпақтары мына егемендік алғаннан кейін шекара ашыла бастады ғой, жаңағы Мекке, Мәдина қажылыққа бара бастады адамдар. Сол кездерде уже жастар сол адамдардың жаңағы Құдай жоқ деп миларына құйған адамдардың балалары дінді қабылдай бастады. Содан кейін ата-ана оларға көмек бере алмай қалады да. Себебі олардың кезіндегі өмір сүрген замандарында Құдай жоқ деп миларына құйып тастаған. Оның ұрпағы Құдай бар деп соны қабылдап тұр да. Оны ата-ана қабылдай алмай жатыр. Ата-ананы баласы қабылдай алмай жатыр. Екі ортадағы отбасылық қақтығыстарда осы мәселе кері ағар әсерін, осы жаңағы аяқ астынан қосылып жатқан идеологиялар бар, жаңадан жүйелер бар, шығып жатқан Сирия проектісі бар, жаңағы Ауғанстандағы соғыс бар, бір жертва қылып көрсетіп жатыр да дінді. Бірақ ол дін емес қой, идеология. Соны аңғара алмағандығы себебінен ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынас осылай өрбіп кетеді да, андай теріс жағына қарай. Сонда ата-ананы, мысалға бала ата-анасына кәфір деп қарайды, ата-анасы баласына террорист деп қарайды. Ең қиын ситуация осы. Енді мен онда көп отбасыларды білемін. Жаңағы совет идеологиясының кезінен бері жаңағы өте светский ата-аналары, жаңағы неге енді іштей сенімдері бар, жүректерде сенімдері бар, бірақ мына атрибутичный нелер жоқ. Бірақ жаңағы балалары дінде, намазда бәрі нормально. Бірақ
мен ана нені түсініп тұрған жоқпын, қандай бұл қандай қақтығысқа алып келеді деген сияқты. Жаңа мысалы құдай жоқ деді, мына жақтан жаңа балалары дейтін құдай бар деп дінге келеді да. Әрі қарай ол қалай неге кетеді, жаңа мына Сирия проектіне кетеді, не істейді, не әсер береді, сонда ол дейтін в итоге ата-анасына жоқ бар деп дәлелдеп ары қарай кете ме, или қалай болып жатыр, мен соны түсініп тұрған жоқпын. Жоқ, сол кезде ата-ана жасөспірім болсын, жасы бір 30 жастағы ер азаматтар болсын, әйел азаматтар болсын, сол уақыттарда идеологияға еліктеп кеткен бар ғой адамдар, ата-аналарының ықпалы жоқтығынан, ата-аналарының қадағаламағандығынан. Яғни ата-анасы ол бір жасөспірім қыз кезінде немесе еркек бала болып үлкен есею шағына өтіп жатқан кезде ата-ана бақылау керек баланы. Сен не оқып жүрсің, телефонын тексеру керек. Ол кезде енді телефон қазіргідей айфон емес. Соның өзінде де ВК арқылы, ВКонтакте арқылы, қазір енді статистикасы азайып жатқан шығар, бірақ ВКонтакте көп көрмейтін шығар адамдар. Бірақ сол кездерде ВКонтакте арқылы бір-бірін іздеп табады, агент арқылы бір-бірін іздеп табады. Қарқынды жүріп жатты ол кезде де. Қазіргіде де ТикТокта вообще ғой енді. ТикТок, Инстаграмдарда іздеп табатын болсаң, вообще ютубтарда. Бұрын сол енді бастап келе жатқанның өзінде де ықпалдары өте күшті болды олардың. Ата-ананың жас кезіндегі жасаған қателіктеріне бала құрбан болмау керек негізінде. Мысалға, менің ата-анам атеист болды екен деп, баланың атеист болуы шарт емес. Немесе менің ата-анам жаңағы идеологияның адамы болды екен деп, мен де идеология болам деген ол шарт емес. Әркімнің өзінің таңдау еркіндігі болу керек. Және өзінің құқығы жеке шекарасы болу керек та. Соны түсіндіру керек еді отбасылық жағдайларында. Сондай нәрсе түсіндірілмегеннен кейін бір бағытта жүріп келе жатып айта алмайды, ата-анам ғой дейді. Жаңағындай айтса да өзінің бана ортасына барған кезде әке-шешесін жамандайды да, әке-шешесінің бетіне келіп айта алмайтындар да болады. Кәдімгідей әке-шешесінің алдына келіп прямо айтатындар да болды. Кәфірсің деп. Мен ата-анасымен тамақ ішпейтін кездерде болатын болды олардың. Жаңағы ағайын туысқанмен вообще араласпайды. Намаз оқымайды. Сылтау емес, бірақ олар сылтау қылады сол нәрсені. Себеп қылады. Бұл нәрсе біздің көзқарасымыз бойынша сылтау, олардың көзқарасы бойынша кәдімгідей себеп ол. Намаз оқымаса араласпаймыз деген сияқты. Қосып жіберсем болады ма? Мысалға да мен осы жерге келеміз дегенде 3 этаптан бөліп алып келген, мен соны жазып қарап отырмын да, мына сөздер соған келе жатыр да. Көбісі мынау осы ислами ағымдарменен неше түрлі ағымдар көп қой. Солармен жүрген жігіттермен, басқалармен кездесіп бір лекция болып, сабақ болып қалған кезде мен айтамын да, өмірді сүру керек. Осы сол Құранда бірінші сүре Фатихамен өмір сүру керек деп. Фатихада ясно, точно айтып тұр да. Бірінші Құдайды мақтау, екінші Құдайға шүкіршілік қылу, үшінші Құдайдан сұрау. Өзі солайынан келіп тұр, былай қарасаңыз, 3 мезгілге келіп тұр. Бірақ бізде мынандай болып кетті. Соны бері болып қойды, аударып. Бірінші сұрау болып кетті. Ыңғайлатып, иә. Бәрі сұрайды бірінші. Анау керек, мынау керек, бәріне керек. Бірақ ұмытып кеттік қой. Кімді мақтау? Міне жаңа сіздің сөзіңізден шығып отыр. Ата-анасын жамандайды, не қылады деген. Сол сияқты ата-ананы да сол именно мынау неге қарап, жаңағы сүреге қарап өмір сүру керек. Соны бізге өзі Құдайдың өзі беріп тұр ғой. Керек емес, ағымдарға қосылуда не. Бұл жерде ең қиын нәрсе әдеппенен тәрбиенің жоқтығы болып бара жатыр да. Сол қинап жүр да мені соған кезде. Осы мынау жаңағы әртүрлі дәстүрлі мынау діни ағымдарда айта бергеннен бір мынау өзіміздің көшеде қарашы, автобуста да жас балалар өйтіп отыра береді. Қазір. Үлкен кісі келіп тұрса, отыра береді қазір. Соны мен айтамын да, кейбір кезде сұраймын, әдейі, папаң бар ма, мамаң бар ма? Иә. Үлкен сәлем айттым. Ұрысып өжеде жаттым, енді еркек адамыз, үшеу үлкен жасымыз келатыр. Ата-анаңмен, папаңмен, мамаңа сәлем айт. Бүйтіп қарап қойды. Передай привет деп қоясың кейбіріне орысшалап. Как тебя они воспитывают? Қалай саған тәрбие беріп жатыр? Қарным ашады деді. Сол сияқты
мынау отбасынан басталады деп отырық та барлық нәрсе. Мен осы ғылыми зерттеуім көбісі осы конфликт, қақтығыс жөнінде болды. Қақтығыс, барлық қақтығыс. Соны зерттеп бәрін келе бартсақ, бір үлкен екі жақ, мысалға екі ұлттың арасындағы қақтығыстар, мынау еңбек ақылы қақтығыстар көп қой енді мен сол жерде. Солардың бәрін зерттеп келсек, бәрі үйден басталады. Алыстан шықпайды екен, үйден басталады, отбасынан. Сосын менде мынандай сұрақ. Отбасы деген не? Студенттеріме де өзім сұрағымды қоямын сөйтіп. Әрқайсы айтады, бір тұрған мемлекет, бір тұрған не, анау. Жоқ, біз көп жерлерде, мысалға шетелде оқып, іздеп жүріп, сөйтсек біздің қазақ ата-бабамыз баяғыда айтып кеткен екен сол сөзді. Тәрбие екен. Отбасы деген тәрбие екен. Мысалға баланың жақсы болғанында ата-анаға келіп деді. Ой, мына бала жақсы оқиды дегенде, кім тәрбие берді саған? Ата-анаға деді. Мысалы, бұзықтық жасаса да, кім берді саған тәрбиені деп, қабағымен айтса да, отбасына дейді. Қыздың да мысалы күйеуге шыққаны, жаңа келін болған, тамақ берген, бәрі, бұл айналайын кім тәрбие берді дегенде, өзінің отбасына келді. Сол үшін отбасынан дұрыстау керек та көп нәрсені. Енді қараңыз, қазіргі заманда жалпы өте андай популярный нәрсе болып кетті ғой, осы отбасылық травмаларды, ата-анамен травма дейтіндердің бәрін қазбалап не істеп, мен сол кезде мен ойлаймын да, қатты жүктеп тастамаймыз ба деп. Кейбір кезде мысалы ата-анаға дейтін жауапкершілікті өзіңнің қателіктеріңді, жеке басты қателіктеріңді ата-анаңа лақтырып тастамайсың ба деп. Себебі жаңа ғана сөзіңіз аузыңызда. Жаңа ғана сізбен осы эфирден тыс сөйлескен нәрсе болады да, мысалы менде андай болды бір таныс айтады жаңағы. Бізде андай не болды дейді, сәл жоқ. Қазір дейді, жаңа мен айтамын, сен неге бүкіл ақшаңды құртып, мысалы, ананы алғың келеді, мынаны алғың келеді, жүгіресің, бүйтесің айтады. Гештальт жауып жатырмын дейді. Не гештальт дейсем, мен кішкентай кезімде маған ата-анам маған бермеген нәрсені мен қазір жаңа мысалы ойыншықтарды алмадым дейді, кішкентай кезде қызығам дейді, басқа біреуде ойыншықтар бар, менде ол ойыншықтар жоқ, барып қазір мен ол ойыншықты аламын дейді. Барам жаңа аттракциондарға барам, ананы бүйтем, бүкіл гештальттарымды жауатын себебі маған менің ата-анам оны берген жоқ дейді. Мен айтамын ғой, айналайын, ата-анаң в пределах своей возможности ол кездегі саған бәрін берді. Егер ол қолында бола тұра бермесе, сұрақ басқа. Жаңа сізбен де бір сөйлесіп бердік қой, көңіл бөлмей қалдым. Осылай түсінсе барлығы, онда түсінеді. Бірақ мен ол андай да, енді дұрыс айтып отырсыздар жаңадан бері, жаңа подростықтар әлі пока милар орындарына келмей, түсінбейді оны. Андай өзің сәл-пәл кішкене бір андай, мен айтамын ғой, ақша зарабатывать етіп үйренші бірінші. Содан кейін претензияларыңды айтасың. Мысалы дейді, мен айтамын да, например, 90-шы жылдардың балаларының бір сондай нелері бар, андай анда барған жоқпыз, мында барған жоқпыз, мынаны көрмедік дейді. Киім бар, тамақ бар, далада өмір сүрген жоқпыз. Рекламадағы кукурузный хлопьяны завтракқа жемеген шығармыз. Ну, какая разница? Бір жағынан әйтеуір өзіміздің тамағымыз болды ғой деген сияқты. Сол кездерде мен ойлаймын да, мысалы жаңа үйдегі тәрбие деп кейбір кезде біз ата-анаға деген жалпы претензияны көп жүктеп тастамаймыз ба? Дұрыс сұрағыңыз. Бірақ бұл жерде мен жүктесін деп айтып отқан жоқпын. Мен бұл жерде қараңыз. Ең бастысы отбасында бізде мынандай болып кетті. Әке кім екенін айтуды ұмытып кетті. Ана кім екенін айтуды ұмытып кетті. Әке кім? Мысалға, мен көп сабақтарында сұрайтынам сол, мен қатты ауыр сөздер іздегенді онша ұнатпаймын. Маған айтыңдаршы, әке деген кім? Сол кезде әрқайсы әртүрлі. Біреу Асқар Тау дейді, біреу мамамның жаңа күйеуі дейме, ойнап айтады, шынды айтады. Бірақ қазақ тағы айтып кеткен, қазақтың тарихында. Әке тірек екен. Болды, осы сөз бәрі кіреді. Мысалға, үйіңде папаң болмай қалды. Бір нәрсе болып қалса, бәріміз шоши бастаймыз, қорқып. Жер сілкініп жатыр ма, далада біреу шулап жатыр ма, бір нәрсе болып жатыр дейік. Үйде әке болмаса, бірден бала шашқанақтап бастайды. Әйелі де, балалары да. Егер диванда телевизор көріп әкең жатыр ма, әр бала қорқпайды. Не болып жатыр далада?
папа дейді бірдеңе, дұрыс па? Иә. Сол әкенің тірек екенін бірінші балаға түсіндіру керек. Ақшалай бізде түсіндіру болып кетті. Қазір сіздің айтып тұрғаныңыз сол ақшалаға барлығы ағымдарға кіріп кетіп жатқан сол ақшаның жетпегені, не фантазия, не бір жаңағы өзің сияқты жастар джипке мінсем дейді, сразу аспаннан түсе қалса екен барлығы. Сонымен Құдайдан сұрасам сол бере қалады деп. Еңбек істеу керек екен. Әкенің кім екенін білу. Ана деген кім деп сұрайын бәрінен. Басталады. Ақжаулықты ана, андай, мындай. Өзі де қазақта айтып кеткен, тыныштық дейді. Ана деген тыныштық. Үйге келсең тыныш, тамағыңды ішесің, ойнайсың. Үйдің берекесі ана деген. Дұрыс емес пе? Үйдің берекесі барлығын осы анада. Осы 3 нәрсені үйренуді ұмытып кетті. Енді қараңыз, мынандай моменттер болуы мүмкін. Оны мен түсініп отырмын сіздің айтқаныңызды. Енді орысшалап айтқан кезде мама атмосфера, отец фундамент қой. Мысалы, бірақ сіз бен біздің қолда контролировать етпейтін нәрселер өте көп. Сыртқы факторлар. Ал мысалы, ал керемет мына семья құрылды, жаңағыда әкесі тірек болып жатыр. Мамасы береке болып жатыр, жаңағы тыныштық беріп жатыр, бүйтіп. Так получилось. Әкесі қайтыс болып кетеді. Мамасы қайтыс болып кетеді. Или ажырасып кетеді. Ажырасу ол вообще другой тақырып енді. Жақсы. О жаққа қарай кетпей қойайық қазір. О жақтан травмадан травмаға қаза болып кетеміз әйтпесе. Ал осындай мына әкесі қайтыс болып кетеді, шешесі қайтыс болып кетеді. Сол кезде енді ориентир мысалы бұзылып кетуі де мүмкін. Бұзылмауы да мүмкін дейтін сияқты. Енді ол дейтін әйел адамға да қиын. Себебі ол деген жаңа мысалы отбасы құрған кезде ол жаңағы ол тек әке тек қана баласына тірек емес, ол дейтін өзінің өмірлік жарына да тірек болады ғой. Серіктес. Енді әрбір адам отбасы құрған кезде үлкен еліне тірек қой. Еліне тірек. Әрбір адам отбасы құрған кезде жоспарлары үлкен өмірге деген. Жаңағы осылай бірге до конца, бірге қартайық, бірге жаңағы немере шөбере көрейік дейтін сияқты. Бірақ осындай нәрселер болып қалады. Сол салдарлар ата-ана мен баланың арасындағы мәміленің жоқтығынан, сосын жаңағы баланың сыртқы қоғамға көп қызығушылығынан. Өзі таңдасын, таңдамасын, жаңа дұрыс болсын, дұрыс болмасын, ата-анасы дұрыс деп айтсын, дұрыс деп айтпасын, оған қызық емес ол кезде. Просто так өзіне не ұнап тұр, жаңағы миымен нені қабылдап тұр, миымен нені жақсы деп ойлап тұр, жүрекке салу керек деп айтты ғой жаңағыда. Сол жүрекке салмағанның кесірінен салдары. Еркек баланы жауапкершілікке, тұрақтылыққа бейімдеу керек ата-ана. Сол кезде ол ата-анасы өліп қалса да, қайтыс болып кетсе де, ата-анасы бар болса да, уже ол смело жүреді. Өзіне себебі ата-анасының берген тәрбиесі сол. Ата-ана жаңағындай өзінің, қалай айтсам болады, жеңіл сөз тілмен айтқанда өзінің кайфушасымен жүре беретін болса, баланың өміріне, баланың тағдырына, болашағына алаңдамайтын болса, ол бала кез келген қалдықпен өседі қоғамдағы. Енді қараңыз, тәрбие, көше тәрбиесі бар. Көше тәрбиесі бар да. Мысалы, қатты танымал болған былтыр 10 жыл шыққан сериал «Слово пацана» дейтін көрсеңіздер. Казаньда, Татарстанда 80 жылдарғы болған көше феномені. Дворовой. Сол кездерде енді мысалы енді кино художественный туынды өтіріктерде болуы мүмкін, бірақ та енді бәрі өмірден алынады ғой, мысалы кинодағылар. Мынандай бір не бар, жаңағы бір балалардың бірі сол кездегі жаңағы активный член банды көшедегі, түсінікті, біреулер жаңа жетім отбасыдан, біреу әке шешесі өздерінің жаңа кайфушасымен сіз айтқандай жаңағы жүр, ішет, гулять етеді, бүйтеді, сөйтеді. Бірақ тағы бір жақта бір образцовый отбасы бар. Әкесі кәдімгідей бір заводтың бірдеңенің бастығы, жұмыс жасайды, үйіне бәрін істеп жатыр, үйлері бар, баласына сабағын бәрін береді, жаңа музыкальный несіне аппарат, шешесі үйде не істейді, бірақ сонда да көше ағымына кетіп қалады. Ол да идеология ғой, енді бандитизмді, көше бандитизмді ол да бір определенный идеология ғой. Сол кезде вот сондай кездерде қайшы келеді, жаңа сіз айтып отқаныңыз. Иә, ата-анасы балаға мән бермесе, оны басқа біреу тәрбиелейді. Ол түсінікті. Идеология тәрбиелейді, көше тәрбиелейді. Бір андай братандарымыз болатын еді ғой, көшедегі бір үлкен бір, мынау бар, мына ішіп көр дейтіндер бар ғой, например, сондайлар бар дейтін сияқты. Бірақ енді барынша ат салысатындар.
бірақ енді жаңағы қайтадан ана сұраққа келем да, қайтадан ана неге келем, жаңағы енді сол семьям жақсы болсын деп, иә, мысалы мен көрген нәрсені менің балаларым көрмесін деп ана барынша мысалы 24 сағат жұмыс жасайтын ер адамдар бар ғой, мысалы үйге дейтін несін алып келіп, сол кезде ал осындай факторлардың арқасында баласына көңіл бөлмей қалуы мүмкін болады ондай. Вот сондай кездерде ол қалай әсер етеді мысалы? Кешіріңіз. Аха. Мынау жаңа Назерке өте жақсы айтты. Бұл тәрбиені барлығы да ол да қосып отқаны өте орынды. Бірақ мына сіздің қойып отқан сұрағыңыздың мағынасын түсінбей тұрмын да. Иә. Бұл жерде сіз жаңағы көшенің бұзықтарының тәрбиелеп кетуі туралы айтып отырсыз ғой, мысалы слово пацана жаңағыда да енді неге дінге келсе қазір діннің мына жасөспірімдерге сырттан ағым дейтін Сириядан келмейді, Ауғанстаннан дұрыс тәрбие болмаса, бала ше, мысалға, кешіріңіз. Үйдің ішіндегі тәрбие дұрыс болса, сырттағы күш кіре алмайды. Жаңа әдемі айтып берді ғой қарындасым, қызым дейді. Әдемі айтып берді. Үйде дұрыс тәрбие болса, мысалға да, мынау кайфуша деп айтып отыр, жаңа кейбір ата-аналар сөйтіп жүре береді мәз болып. А балалар қалай отқан? Ол майда шүйдеден кетіп қалады. Ол жерде крупный бала кетіп қалып отқан жоқ. Ол майда шүйдеден көңіл аудармағаннан кете береді. Папасы мен мамасына жақсы ма, ол жүре береді. Мына балаға қатты внимание керек. Мысалға, сіз жаңағы слово пацана өте күшті мысал келтіріп отырсыз, өте дұрыс. Қазір де бар. Мысалы, мен 15 жасар, 40 байым бар, жаңа ұлым бар деп, кішкентайым. 30-дағы младың үлкен. А мына 15-тегі балама контроль, постоянно қарап отырмын да, балам деп. Ол келіп айтып береді, пап, мынандай болды деп. Мен сол 80-ші жылы сол пацан болып өскен баламыз. Какого района деген бізде болады тұғым, жас кезіміз. Сүйжеде өстік. Бірақ әкем тәрбиесі мынау кейбіреу жаңа сіз айтып отырсыз, бір директор завода болды, анау мынау соған байланысты. Жоқ, мен әкем қарапайым шопыр болды. Бірақ тәрбиені дұрыс беріп отырды. Қаңқ ете алмайсың. Көршілерге шейін біледі оны. Сосын анау ең бастысы мен ойлаймын да, жаңа сіз айтып отырсыз, даладағы біреудің, может, ата-анасы жоқ, бұзығы бар ғой. Иә. Сол лидердің кім екенін білу керек та. Ең бастысы ата-анасына. Сол лидерге бүйтіп, ей бала деп, жоқ, бұның папасы жақсы. Менің әкем мысалға бұзық болғанмен де ана лидерлерді біледі. Мен содан тәрбие ала бастадық. Қазіргі балама мен де сөйтіп беріп жатырмын. Лидерлерін біліп аласың да, сосын лидермен ұрыспайсың. Ұрыстың ба, ертең проблема сенің балаңда точно болады. Ол менен, ей, інім, қалайсың, амансың ба? Я, жақсы ол. Ол да адам ғой. Ана жақсы сөйлескен сайын, айтады ғой, жылы-жылы сөйлесең, жылы іннен шығады. Сол сияқты оған жылы-жылы сөйлесең, ол да сенмен жақсын айтады. Ей, тиш, не трогай, его я папу знаю деген сияқты да. Сол сияқты барлық нәрсе үйден шығады. Соны мен байқағаным, қанша ғылыми зерттеулерде қараймын, ана айналадағы бұзықтарға да, мысалға неше түрлі ағымдар, жаңа енді қайттан сол өзіміздің темаға қарай келсек, олар да бар. Біздің көршілерде мен орталап тұрамыз, бар, біз айналамызда неше түрлілер көшіп келіп жатыр. Сол ассалаумағалейкум деп алыңыз. Қалайсың інім, амансың ба? Кәдімгі мен біздің дәстүрлерді оған жақындатамын да. Ол мен байқаймын, мысалға мынау, обручалка тағқаның, мысалға олар шірік дей ма, анау дейді, мынау дейді. Сосын айтамын, ода емес мәселе. Ең бастысы сол сауатты ілімді дұрыстап түсіндіру. Бірақ миына құймау керек. Мана сен былай істе, былай істемес. Бірақ өзің қой, бопты, солай ма? Қаяқтан білейік деп. Не қылу керек жаңағы. Енді айтады да, о жеңгеміз былай жүр деп, мен бір көршім сөйтіп маған түсіндіріп жатыр. Сосын айттым, кешір інім дедім. Мен өзім совет үкіметінде өстім дедім. Бірақ бәрін білемін, айтпаймын оған. Мен де намаз оқимын мысалға деп. Доказать зачем? Мен айтым да, болды, сен жаймен деп келерміз. Жеңгем орамал тағып жүрсін да, бір күн сондай нәрселерді айта бастады. Ондай ағымдардың мен 90-шы жылдардан бері талайын көргем. Бірақ қарсы келмеймін. Хорошо деп, бірақ өзімдікін оларға түсіндіре бастаймын. Біздің елде көбінесе неге екіге бөлініп кетіп жатыр? Қарама-қарсы сөйлейді да бәрі. Қарсы сөйлейді. Жоқ деп, бір бағытқа қарады, бірақ сен өзіңдікін түсіндіріп келе берсейші. Сол жоқ та бізде. Әдемілеп, жаймендеп түсіндіріп. Иә, бізде андай. Сосын мынандай себептер де бар. Мектеп кезінде, оқушы болып жүрген кездерінде, әйел болсын, қыз болсын, жаңа еркек болсын, жақсы оқитындар бар, жаман, нашар оқитындар да бар. Сосын ризықты көтере алмайтындар да бар кейде. Өспелі кезеңнен өтті, отбасылы болды, кейбір ер адамдар отбасылы болады, әйел адамдар да тоже сондай. Бірақ мектеп кезінде жақсы оқыған. Айтып жатады ғой ата-аналар, мына пәленшенің қызы кезінде мектепті жақсы оқып еді, қазір отыр қара жамылып,
не болып кетті ол қызға деп айтады. Сосын жаңағы кейбіреулер айтады, бұл пәленшенің баласы мектеп кезінде нашар оқып еді, қазір бір жерде бір орындықта отыр, өз-өзін дәлелдеді деген сияқты ше. Сол кейбір жаңағы айтып отқан бұл отбасылық мәселеге тығыз байланысты нәрсе. Себебі мектеп кезінде мынандай не болады ғой, мұғалімнің баласы қарапайым адамның баласы деген екіге бөлінеді. Ол кезде де мектептің ішінаралық кішігірім саясат сондай. Ана мұғалімнің баласы оқып білмесе де оған 5 қояды. Қарапайым адамның баласы оқыса да оған 4-3 деген бағаны қоя береді. Жақсы оқып тұрғанын білсе де. Олар өспелі кезеңнен өткеннен кейін жаңағы идеологияларды жан-жақты зерттеп қызығушылықпен еліктейді ғой. Кейбіреулері жаңағы мектеп кезінде жақсы оқыған адамдар, кейбіреулері көтере алмай қалады сол нәрсені. Типа мен мектеп кезінде жақсы оқыдым, мен бәрін білем деген сияқты бәрін миға қабылдай береді да, жүрекке қабылдауға ұмытып кетеді. Ал жаңағы нашар оқыған адамдар уже сақ болады кейбіреулері. Кейбіреулерінің батпаққа батуына сол кездегі травмалар ғой. Типа қарапайым адам, менсінбеушілік, кемсітушілік, көре алмаушылық деген нәрсе. Білімін көре алмайды. Қарапайым адамның жаңағы жоқшылықпен өсіп жатқан бір отбасылық жағдайда өсіп жатқан бала болса да, оның білімін көре алмайтын ұстаздар болатын. Біздің мектепте де кездесетін ондай. Мен сондай жағдайлар. Күшті нәрсені енді кешіріңіз енді. Иә. Аха. Жоқ, күшті. Өте күшті болып жатыр. Өте күшті болып жатыр. Мұны сіз айтып жатсыз да, күшті айттыңыз да, мысалы жақсы оқыған бала мен мұғалімнің баласы или жаман оқыған бала деген. Мен осындай нәрсеге мен 9-11 10 класстағы лекция оқуға жібердім. Попросили жаңағы неде. Сол кезде бардым да, сол кезде солың бар екен. Сондай нәрселер. 10 шақты мектепті араладық Алматы қаласында. Содан неған кезде ең бірінші сұрағым олар қойған: бай бала мен кедей баланы не теңестіреді дедім. Барлығы кетті. Ана айтады, ана айтады, ана міне. Сосын не теңестіреді деп бір бала бүйтіп үндемей отыр екен. Бірден білдім, ана болады ғой, психологиясынан сразу түсініп қоясың, сөйлеген сөзінен қалай крайне қылып жүретін бала екен. Сосын айттым, ең бастысы бай бала мен кедей баланы білім теңестіреді деді. Егер сен білімді болсаң, ана байдың баласынан тең болып жүресің. О, қалай тең болады? Оның ақшасы көп қой, ана мынау деп. Жоқ, сен жақсы грантқа оқуға түс. Сен білімді. Мен сізге мысал келтірейін. Мен бір мысалым бар, бір өзімнің жақын досым. Мен айтпаймын ол ондай бай деп та, бірақ балалар жақсы оқыды. Балалар жақсы оқыған сондай, ең үлкені Казгуге түсті. Казгуге түскен сондай, ой, бұл жердің білімі маған аз, бұл жердің мұғалімдер. Мен Назарбаев университетіне түсем деді. Бірінші курсты тастап, Назарбаев университетіне түсті ғой. Сабақ жақсы оқыған сондай. Енді оны емес, оны бітірте, неге тапсырады екен ғой, жаңағы Англияға не тапсырды? Лондонға, жаңағы магистратураға экзамен тапсырды осы не. Сөйтіп түсті. Оны да қызылға бітіріп кетті. Ана Назарбаевты да қызылға бітірді. Содан келмей ма? Келгеннен кейін, мынау Назарбаевты оқығандағы, неде оқығандардың бәрі біледі, ол жерде арасында байдың балдары бар емес пе? Солар көрді, оның жақсы оқитын. Сосын олар талпынысы күшті. Анау уже бастық болып. Мысалы бір жердің да, крупный компанияның. Сол тұрады да енді команду уже он создает, жақсы адамдар керек қой. Соны ананы шақырды жұмысқа. Қазір ол бала біріншіден Астанада үй алды өзі. Астына көлік алды. Әкесіне әперді, інісіне әперді. И жақсы жерде жұмыс істейді. Соны бүкіл мектепке сөйтіп түсіндіріп бердім. Көрдіңдер ме? Білімнің арқасында қай жерге шейін барды. Вот, сол тәрбиені үйінде анасы жақсы берген. Біздің досымыз ғой енді. Әйелі де жақсы, досым да жақсы. Балаларға дұрыс тәрбие берген. Қазір өздерінің 4 баласы бар, 4-еуі де солай. Ана ең үлкені қалай бастап кетті, солайынан кетіп отыр. Мысалға да. Енді қараңыз, жаңағы Назерке ханымның сөзін жалғастыра келем. Мен де жаңадан бері жеткізе алмай отқан ойымда осы болып тұр да, жаңағы деструктивті енді басында түсінікті, финансовый немен алып кетеді. Жаңа жоқшылықта, баршылықтарда бар адамдарды деструктивті экстремалды нелерге, ағымдарға кетіп жатыр ғой. Жаңа өзіңізді бір айтып кеттіңіз, жаңа мысалы. Мен сол кезде айтқым келіп отқаны осы, жаңа тәрбие, білім, түсінікті, базовый нәрселердің бәрі балада болу керек. Бірақ
не бар, қоғам бар, қоғамның өзінің бір ережелері бар. Жаңа андай ереже негізі ресми түрде жалпы менің мектебімде болмаған. Мысалы жаңа мұғалімнің баласы, значит ол бей сауат, ал мына бала ол онда мысалы менің мектебімде, ауылдың мектебінде ондай болған жоқ. Бізде наоборот, мұғалімнің баласына спрос вообще қатты болады. Мұғалімнің баласы ма, значит ол вообще басқаша оқу керек деген сияқты. Ол дейтін екі есе ата-анасының деңгейін түсірмеу үшін ол бала оқу керек. Как правило, всегда наоборот болады. Андай спрос көп та, жаңа мен де жаңадан бері айтып отқаным сізге сол. Кейбір кезде жаңа мысалы ата-аналар балаларының жарқын болашақтары үшін үйден тәрбие беріп жатырмын деп үйде тәрбие береді да, андай свободный уақыт қалдырмай тастайды кейбір кезде. Не кетеді жаңағы басқа ешқай жаққа басы ағып кетпесін деп жаңа кружоктарға береді, музыкальный, спортивный сектор, расписаниемен тарс үй сөйтіп. Мен білетін мысалы бірнеше адамдар 18 жыл мектеп бітіргенше дейін 17-18 жыл кружок тақ уақыттар осындайды бір мезгілде бала шаршайды ғой. Бала әке шешесі мен жақсы тәрбие беріп жатырмын деп ойлайды. Бір мезгіл бала просто айтады, все дейді, шаршадым дейді, бунт киріс дейді бәрін. Мысалы үйде постоянно айтатын ба жаңағыдай, все біз дейтін жаңағы біз агностикпіз или атеистпіз, сенеміз, агностик қой, сенеміз, бірақ атрибутикаға кетпейміз деген бала қайшы істеуі мүмкін оны ата-анасына. Хотя жақсы тәрбие берілді. Жаңағы сіз айтып отқан мысал, бала жақсы оқиды, мектепте отличник, 11 жыл мектебін аттестатын қызылмен бітіріп, дипломын қызыл бітіріп, қоғамға келеді. Давайте будем честными. Бізде 20 жерінен білімің жақсы болса, сенің икемің болмаса, навык, скилл деген сөз бар ғой қазір. Навыгың болмаса, сен бір ғана біліммен ары қарай кетіп қала алмайсың. И вот сол кезде отличниктер, жаңа сіз айтып отқандай, қазіргі заманның реальностімен сталкиваться істей бастайды. Олар андай ғой, мен отличникпін, мен өзім отличникпін, просто мен өткемін да, ол неден андай да. Сен жаңа кетіп баратасың, сен автоматически бәрін білесің. Потому что сен дейтін 1-ші класстан 8-ші классқа дейін сен өзің оқыдың, отличниктің бәрі 8-ден 11-ге дейін оқымайды. 8-ден 11-ге дейін ана не ғой, университеттегі сөз бар ғой, первые 2 года работаешь на зачетку, потом 2 года зачетка работает на тебя. Отличниктер де солай, 1-8 классқа дейін оқиды, 8-ден 11-ге дейін ары қарай уже сенің мынау отличник деп бағаңды бере береді. И сен де уже андайсың да, мен білемін ғой деп жүресің. И сен как будто бы үлкен өмірге келген кезде, ересек өмірге келген кезде сен бәрін білетін сияқтысың. Оказывается, не так. Сол кезде мана конфликт басталады. Сол ғой айтып отқаным жаңа. Сол кезде уже басқа ағым келеді, например, идеология. Сол уақыттарда көтере алмай қалады. Мысалы сіз өзіңіз көріп отырмын да, қазір адекватный адамсыз. Иә, рахмет. Уже көрініп тұр оқығаныңыз, тәрбие жағынан деген сияқты. Уже сіздің ата-анаңыз сол оқу сізге сіздің білім алуыңыздың жолында ата-анаңыз жол көрсеткені көрініп тұр. Ал кейбір адамдар болады, сіз сияқты өз бетімен оқиды, өз бетімен жаңағындай барлығына топырақ шашпаймын, қазір мына жерде конфликт болып, ана эфирме келіп отпасын бәрі. Сосын мен оқыдым ғой деп, мен оқыдым деп. Сосын жаңағы кейбір оқыған адамдар көтере алмай мақтанышпен жаңағы жан жақтан бір идеология, уже идеялар ана жерден бір іздейді, ана жерден бірдеңені шұқылап іздейді, шығарып алғысы келеді, бірдеңені ойлап тапқысы келеді. Сол уақыттардың кезінде діни жағынан идеологияға тап болып жатады көбісі. 80% қоғамды қарайтын болсаңыздар, сыртынан аспаннан қарайтын болсаңыздар, көбісі 80% діни ағымына, дінді пайдаланып, жаңағы өздері дінге жаңалық енгізіп, идеологияны қолдан жасап жатыр. Элементарны қолдан. Ол ненің салдары? Әуелгіде ең маңызды нәрсеге көңіл аудару керек қой. Ол жерде қателік кетіп қалған нәрсе тілмен айтылған сөзінен жүрекпен қабылдамағандығы. Себебі дінде зорлық жоқ. Ол Бақара сүресінде де келеді. Ла икраха фид-дин. Дінде зорлық жоқ деген аят келеді. Құдайдың өзі адамды жаратқан кезде де, жақсылық пен жамандықты жаратқан кезде де таңдау еркісін өзіне береді. Адам қалай таңдайды? Ниет, жүрек ең бірінші ми оянбайды, жүрек түсінеді ол нәрсені. Жүрек ойланған нәрсені миға келіп соқтықсады. Миды бірінші сол жаңағы зерттемейді да, миыма не келіп жатыр, мен не ойлап жатырмын деген нәрсені зерттемейді. Просто барады, топ еткізе салады да, ойланбай, ілімсіздіктің кесірінен, білім алмаушылықтың кесірінен. Мектептегі білім басқа, мектептің сыртындағы білім басқа. Қоғамда әртүрлі идеологиялар жұмыс қарқынды жүріп жатыр ғой қазіргі таңда.
солардың әрқайсысына бір еліктеушілікпен, қызығушылықпен, өзін көрсету мақсатында, мақтаныш ретінде. Бірақ идеология ұлттық құндылыққа келген кезде ол мақтаныш емес. Біз идеологиямен мақтанған дұрыс емес. Қазақстанда идеологиямен мақтану өте қате, ұлттың тағдырына қасірет әкелетін нәрсе бұл. Жақында осы подкастқа имам жігіт келді. Жаңа әлеуметтік желілерде жаңа прогрессивті имам дейтін позициясы бар. Жаңа біраз талқыға түстік осы немен, жаңағы зайырлы мемлекетпен діни қоғамның кейбір кезде жаңа нелерімен. Соны жаңағы маған айтады, дінге қарай қысым бар дейді. Мен түсіндіріп отырмын да, дінге қысым жоқ. Радикалды идеологияға қысым бар. Шығар деп ойлаймын енді. Соны жаңа ол айтады, бізге де әсер кетіп жатыр дейді. Мысалы, дәстүрлі дінге әсер кетеді дейді. Сол кезде мен жаңа осы идеология туралы неге мен айтамын ғой. Біз біраз жыл бойы, қазір Баке подтвердит, Кеңес одағының идеологиясымен өмір сүрдік қой. Әлі күнге дейін. Мысалы, әлі күнге дейін әсері жаңағы эхосы шығып жатыр. Ашуымды тудырып жіберіп жатыр ғой. Өзім эмоциямды ұстайын десем. Мысалы, идеологияның эхосы тудырып жатыр. Әлі күнге дейін, мысалы, орысша сөйлеп кетеміз. Мен өзімде бар, мысалы, орысша сөйлеп кетеміз. Жаңағы біраз идеология енді қанға сіңген. Кеңестік идеология қанға сіңген. Енді біз енді ғана ұлттық құндылығымызды түсініп жатқан кезде, діни идеология келіп жатқан кезде, мысалы мен жаңағы ол жігітке бүйтіп түсіндіріп айттым. Өзім субъективті ойым деп айта кетейін сразу. Дінге қысым жоқ. Идеологияға қысым бар. Және де идеологияға қоғамнан бір негативті көзқарас бар. Мүмкін ол тікелей дінге қатысы емес шығар деп ойлаймын. Мүмкін ол идеология уже біздің қанымызда андай не бар ғой, организмге кірген аллергия сияқты, сен уже құсып шығарасың. Мүмкін біздің қоғамда сол нәрсе келіп жатқан шығар. Біз енді алдындағы бір қатты инфографиканы көрдіңіздер ма, көрмедіңіздер ма? 91 жылдан 2025 жылға дейін Қазақстанда ең көп қойылған, балаларға қойылған есімдердің тізімі. 91-ден 95-ке дейін ба, 94-ке дейін ба, Александр екен. Ең популярный ат Қазақстанда. Александр. 94-тен 2000-ға дейін ба, примерно бар жаңа өзіміздің Қазекеміздің аты. Асылбектер, аналар. 2000-нан 25-ке дейін Мұхаммед. Ең популярный аты. Просто сол инфографикада бір өте күшті комментарий көрдім. Біз, оказывается, 5-6 жыл қазақ болған екенбіз дейді. Біздің қоғамда дінге қысым жоқ. Дінге қысым жоқ, мен келсем. Дінге қысым болатын болса, мемлекет тупой емес қой. Мемлекеттің өзінің жүйесінің, өзінің рұқсатымен ашылып отқан жүйе, муфтият, өзінің рұқсатымен келіп отырған нәрсе, бұның барлығы мемлекет ақымақ емес. Бәленбай миллион халықты басқара отырып, осындай жүйені ортаға топ еткізе салатын. Дінге ешқандай қысым жоқ, просто кесіп тастамайсыңдар ма десем. Жаңағы муфтиятпен жаңағы идеология, дінді ұстанатын адамдар мен идеологияны ұстанатын адамдардың арасында алыс-беріс болғаннан кейін, конечно, оларға қысым болады. Сенім кетеді ғой. Шын мынаяқта шынайы мұсылмандар мешітке барады намаз оқуға. Мешіттің ішінде қаншама идеологиямен бірге тұрады бір қатарда сапта. Айыра алмайсың ана жерде қайсысы Абу Ханифа, қайсысы такфир, қайсысы идеология екенін айыра алмайсың. Бұлай отыр, жаңа дінге қысым болып жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп айтылуы менің уже ашуымды тудырып жатыр да. Мен соның ортасынан шыққан адаммын ғой. Солардың ортасынан шыққан адаммын. Мешітте официально зарплата жүріп жатқан жоқ қазіргі таңда қоғамда. Қалай ашылды осы жүйе? Мешітке официально зарплата берілмейді, тағайындалмаған. Жаңа заң бойынша налог төлеу деген сияқты бар ғой. Мысалы, бір нені ашатын болсаң, налог төлейсің ғой, арқылы ашқанның өзінде де. Ондай жоқ қой мешітте. Олардың ремонттарын, жаңағы мешіттің ремонтын, мешіттің ішіне келетін мұқтаж жандардың қайырымдылығына ақшаны
тек қана Абу Ханифа мазхабының жамағаттары емес жинайтын. Әртүрлі идеологияның ағымдары бас қосып бірге, ақшаға келген кезде бірге бас қосады. Алыс беріске келген кезде бірге бас қосады. Оразаның уақытысында да бірге тамақ ішерде де, дастарханды жаюға да бірге бас қосады. Содан кейін келіп Тоқаевқа ренжиді. Бірақ неге алады деймін да? Өздерінің ақшалары жетпей жатыр ма? Қоғамда әртүрлі жүйеде, әртүрлі мамандықта жұмыс жасалып жатыр мысалға. Именно сол идеологияның ақшасына қазақ мұқтаж емес. Қазақ мұқтаж емес. Мектептер бар, садиктер бар, жаңағы дәрігерлер бар. Неге сол адамдарды қоспайды керісінше? Сол адамдардан осындай біз жаңағы жинап жатырмыз, осындай қайырымдылық қорына деген сияқты. Сбордың өзінде де шығарған кезде олардың ішінде де мұсылмандар да бар, мұсылман еместер де бар жинайтын ақшаны. Олар талқылап жатқан жоқ қой, біз ақшаны беріп жатырық деген нәрсені. Иә, ол сбормен ол вообще отдельный әңгіме, ол отдельный әңгіме, оны қазір біраз. Сондай алыс беріс жасаған кезде сараптама жасамайды ғой деймін да. Сараптама ешкім жасамайды. Оның себебі мысалы қазір қаншама қорлар бар, жаңағы подачалары енді діни жағынан келеді да, жаңағы вот осылай келіп жаңағы бір мұқтаж отбасыға пәтер береді, бір мұқтаж отбасыға жаңағы оқуын төлеп береді, емін төлеп береді дейтін. Мен сол кездерде айтамын да, ана жаққа ақша беріп жатқан орыстар да бар. Иә. Кәрістер де басқа өзге ұлт өкілдері бар Қазақстанда тұратын. Олардың да жандары ашиды. Неге барып сендер сонда бәрін жоққа? Ол христианин. Иә. Мысалы, буддист та бар шығар. Бірақ ол қайырымдылық қорға ақшаны жіберіп болмайды ол үйтіп айтуға. Жаңа идеологияның несін білесіздер ма? Абу Ханифа мазхабының жамағаттарына жасайтын манипуляциясы. Типа біздің жамағаттың арқасында ғана осы мұқтаждықтарыңды өтеп жатсыңдар ғой деген сияқты. Осы уже. Иә. Өздерін солай көрсетіп қалады. Біздің қоғамға террорист деп атаулары дұрыс емес. Біз террорист емес, біз террорист болатын болсақ біз көмектеспейтін едік. Көмектескен адам, жүрекпен көмектескен адам ол айтпайды. Берген нәрсесін сұрамайды да, айтпайды да. Ал олар шұқып тұрып берген нәрсесін айтқаннан кейін міндет қылады. Көрсету үшін уже. Енді мен жаңағы сұрағым сол неде ауада қалып кетті. Ана Сирияға кететіндер мысалы қандай мақсатпен, енді түсінемін, іштей мына жақта жаңағы біреудің миын ағызу жаңағы нелермен кетеді. Бірақ қаншама мысалы ер адамдарды да сәл-пәл енді түсіндіруге болады да, қан несі бар, инстинктпен кетеді. Ал соғыста кішкентай кезімізде бәріміз войнушка ойнайтын дейтін сияқтымыз ғой, соны дейтін. Ал реальный өмірде көргісі келеді. Әйел адамдар топ-топпен кетті ғой бір мезгілде. Ілімсіздіктің кесірінен жаңағы араб тілі мен қазақ тілін шатастырады. Мысалға қазақ тілінде ара деген сөз бар да. Кесетін ара бар, шағатын ара бар ғой, синонимдік сөздер бар да. Ал араб тілінде бір сөздің бәленбай мағынасы бар. Бірнеше мағынасы бар. Оның қайсысы именно Құранға дәл келеді. Құрандағы сипатына, Алла тағаланың түсірген уахиына дәл келеді. Соны ғана алу керек та. Ал идеология жан-жақты бәрін қоса береді жаңалықты. Құранға. Анау келе ма, совпадать ете ма, келе бере ма, ала береді. Сосын әркімге әртүрлі жетеді ол нәрсе. Бір аяттың тәпсірі әркімге әртүрлі жетеді. Себебі ол кезінде сол жаңағы Мысыр мемлекеттерінде, Сауд Арабия мемлекеттерінде ол фундаменті құйылып қалған ол нәрсенің. Кезіндегі болған дінге енгізушілік, жаңалық енгізушілік уже жан-жаққа тарай бастады ғой. Соның құрбаны болды да Сирияға кеткендер. Ілімсіздіктен. Тоқетердің жаңағы тәпсіріне қарамастан, түскен уахидың себебіне қарамастан, оның оқиғаларының салдарына қарамастан барып тек прямо қабылдайды да, прямо кетті олар. Мақсаттары қандай болды сонда? Мақсаттары жаңағы дін үшін шахид боламыз, джихад деген нәрсені олар өздерін құрбан етумен, өздерін өлтіру дегенді түсінді да. Джихад деген нәрсе ислам шариғатында өзінің нәпсісін, Құдай Алла тағала адамға нәпсімен ақылды бірге жаратқаннан кейін нәпсімен күресу екендігін түсіндірді да Құран аяттарында. Ал олар адамдармен тікелей күресуді көздеді, өлтіруді. Яғни намаз оқымайтын адамды өлтіруді көздеді. Ораза ұстамайтын, құлшылық жасамайтын, вообще ислам дінін қабылдамайтын адамдардың басын кесу дегенді түсінді да. Жоқ, ондай ол жерде ондай ашылып, Құранда ондай ашылып айтпаған ғой. Ондай тікеде түспеген, астарлап та түспеген. Өлтіріңдер демеген.
бір біріңді өлтіріңдер демеген. Ол кезіндегі Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам кезіндегі ситуацияларды оқиға ретінде түсірген ғой Құранға кейбіреулерін. Соны кейбір мысал ретінде. мысал ретінде түсірген. Соны кейбір исламофобтар, жаңағы идеологиялар тіке қабылдайды, исламофобтар соны бұрмалайды. Міне ислам діндерің осындай болып жатыр. Адам өлтіреді екен ғой, оказывается, ислам діндерің деген сияқты. Себебі оны жасаған адамдар бар ғой. Жаңағы идеологияның адамдары жасап тұр ғой сол нәрсені. Сирияға кетті, Ауғанстанда азаматтық соғыстарды жасатты, өзінің ішінара, мұсылман мемлекеттер өзінің ішінара қақтығыстары болды сол идеологияның салдарынан. Содан кейін ақиқат мына жақта Құранда тұр. Оны бұрмалап жатыр адамдар. Қайсысына еретінін білмейді, әйтеуір алдына кезіккен адамдардың алдына барып. Одан кейін бұрмалаудың жаңағы өзінің бір несі бар, керек нәрселерді бұрмалап, керек емес нәрселерді жаңағы нәпсі мәселесіне келгенде, жаңағы идеологияны Сирияға кеткендердің көбі нәпсісіне жағатын жағын алды. Нәпсісі көтере алмайтын, ақылы көтере алмайтын жерді тастап, нәпсісі көтере алатын жерді жеңіл нәрселерді алып, өздерінің идеясын, жаңалықтарын қосып, үлестерін өздерінің солай бір жаңағындай бірдеңе бір үйді тұрғызған сияқты ғой, фундаментті өздері солай құйды да, қалаған несін тасын алды да, қай жері үйлеседі, қай жерін не істейді деген сияқты, шұрық тесіктерін бітейтін әйтеуір бір тас болса секілді деген сияқты ғой. Солай бастапқы қисық фундаменттер. Қисық фундаменттері қалай бітіледі, солай. Қоссам бола ма? Қоса беріңіз. Мынау енді қараңыз, бағана бері айтып отырсыз, қоғам дедіңіздер, жаңағы зайырлы мемлекет, осыған бәріне бір 3 сұрақтан қоятындай, мен өзім әрбір айтып ғой, 3-ден дайындап ойлам. Мысалға, ілім дедік, ілімнің жоқтығынан олар сияққа кетіп жатыр. Ол туралы енді біз айттық, енді қайталанбай ақ қояйық, ілім, білім, әрі жоғарғы білім кете береді. Соның жоқтығы енді, ол да бар. Ал енді мындай аржағында екеуі бар, адам және қоғам. Адам қоғамға не береді? Қоғам адамға не береді деген сұрақты соларға қою керек та, ондай адамдарға. Менің бірінші сұрағым сол да. Адам қоғамға не береді өзі? Қалай ойлайсыз? Мысалы, мен сабағымда да бар нәрселерді, именно осындай сұрақтарға ойланбағаннан болып жатыр да, олардың барлығы. Жаңа ілімі дұрыс емес деген. Қарапайым үйдегі сұрақ болсыншы, кәдімгі сол айтып отырмын ғой. Сен адамсың. Сен қазір барып қоғамға қосыласың. Міне. Сіздердің жаныңа келсем, мен қоғамдамын. Бөлуге тырысам, адаммын. Сонда адам қоғамға не береді, қоғам адамға не береді? Сол сұраққа олар жауап бере ала ма? Сол. Менде 3 сұрақтан бар, мен оның барлығын айтып отырайық қазір арасында. Арамызда тыңдармандарда қазір осы сұрақтарға сіздерде пікір талас ретінде осы комментарийларға жазып өздеріңіздің жауаптарыңызды беріп отырыңыздар, ол да талқыға келген жақсы негізі. Мынау адам қоғамға өзінің тәжірибесін береді екен. Не үйренді? Мысалға, білімі жақсы ма? Жаңа ілімі көрді ме? Жоқ, кетті Сирияға. Мысалға, білімі, жоғарғы білімі мен үйренген. Мысалға, мысалы өзім ғылыми зерттеулерімді мен сіздермен басқа жерлерде бөлісе беремін да, мысалы, білгенімді. Сен жаңа өзің айтып отырсың, мен 90-шы жылдарымда өте білімді болдым, жақсы оқыдым, көрдің бе? Өзіңіздің ойыңызды жеткізіп отырсыз. Дұрыс қой? Сол сияқты, қоғам адамға не береді дегенде? Сол сұрақ қой, қинайтын адамдарды. Қоғам адамға роль береді екен. Соны білу керек. Олар рөлін ұмытып кетеді да. Роль, мысалға, мен еркекпін, сіз еркексіз. Сіз әйелсіз. Роль ғой? Роль. Анасын, әкесін, роль ма? Роль. Мамандық. Мен ғылыми зерттеушімін, сен журналистсің. Сол сияқты сіз жаңағы өзіңіздің мамандығыңыз бойынша. Бұл роль қоғамның беретіні. Енді мына зайырлы мемлекеттік деген сөзге келсек, енді бұл да ол именно көзді ашып сұратын сұрақ бар да. Ең бастысы біз қандай мемлекетпіз дегенде зайырлы мемлекет екенбіз. Дұрыс қой? Дұрыс. Екінші, қандай елміз? Мемлекет қой, мынау елміз. Қандай елміз? Үшіншісі, қандай халықпыз? Осы 3 сұраққа да ешкім жауап бермейді. Жауап бере алмайды. Өйткені мен жазылып тұрмын. Біз тәуелсіз елміз деуіміз керек та. Біз ешкімге бағынбаймыз, неғым. Біз өзіміздің заңымыз бар, өзіміздің конституциямыз бар. Алланың берген Құран Кәрим бар. Мен мысалы... Енді үшінші айта салайын. Қандай ұлтпыз дегенде? Қандай ұлтпыз біз өзі? Халықпыз вообще. Еркін. Мейірімді? Еркін.
Вот видите, ұмытып кеттік. Бізде бұрын ата бабамыз ешқандай бүйту өлімнен ұят күшті деген халық екенбіз. Өлімнен қорықпаған, ана ұяттан қорыққан екен. Қазір бізде ұят нөл болып барады. Өлімнен қорқады, а ұятты сол себепті әрбір нәрсенің өзінің сөзінің мағынасы болғанда. Мен бағанағы сөзімде де айтып кетейін деп жатқам, мынау 300 туралы айттық қой жаңа. 300-ге бөлінеміз, 300-ге бөлінеміз, 300-ге. Соны да дұрыстап түсіндіру керек. Біз бөлінбейміз. 100-ден құраламыз. Иә, 300-ден құраламыз, оның ішіндегі рулардан құраламыз. Соны басқа елдегілер дұрыс түсінбейді. Көрші елдер айтып отырады ғой. Олар 300-ге бөлінеді екен деп. Жоқ, сол құралатынымызды білдіртуіміз керек. Оның ішінде осынша рулар бар деп. Сол сияқты әрбір сөзінің мағынасын қазақ халқы туралап қарап айтып отырғанда, ата бабаларымыз дұрыс айтып тұрған. Бірақ үлкен қылып айтпаған. Бағана өзіңіз бір мысалыңызда күшті келтірдіңіз. Мынау әке шеше не береді дегенде, ол беретін жерін болды, берді деп тұрсыз да, ойыңыз жақсы. Ары қарай ол ештеңе бере алмайды. Міне Құдай, сол үшін біз енді Құдаймен таныстырайық та, мысалы. Құдай определенно мындай қылып берді. Болды, ол артық ештеңе бере алмайды. Кейбіреу балалар ренжиді, бағана күшті айттыңыз соны. Ары қарай біз талқыламай кеттік та. Мысалға да ол жерде кейбір балалар ренжиді. Ананың папасы үйа берді, Машина алып берді, бүйт сөйтпеді, иә. Соны ренжіп жүреді. Ол түгіл, сіздер енді жассыздар, ладно. Мен өзім 60-ға келіп қалған кісіні көрдім. Әкесіне әлі күнге шейін ренжілі, ол кісі үлкен ученый болып қайтыс болып кеткен. Сол кезде таңғалып қалдым. Әлі күнге шейін сіз бала екенсіз дедім. Обида к родителям деген сөз, это ты еще ребенок деген сөз. Иә. Обида кетіру керек, сен әкеңе көмектесуің керек, анаңа көмектесуің, сіз Құран оқытуыңыз. Жоқ, сол кезде мына жандағылар бүйткен екен, өткен екен деп та. Жоқ дедім, ертең ол дүниеде ол қиналады. Ол сізге ең бастысы тал тастап кетіпті. Папаңыз кітап жазып кеткен. Кімнің баласысың дегенде, мынандайдың, енді фамилиясын айтпай ақ қойын. Мынандайдың баласы дейсіз ба? Иә дейді. Әкеңізге Құдай берген нәрсені ол берді. Ары қарай ол артық бере алмайды. Біз соны түсінуіміз керек. Оны бәрі түсіну керек. Ол деген даже ол енді жалпы даже отбасылық жүйеге келмеген кезде, мысалы даже мемлекеттік неге де келу керек. Бізде кейбір кезде айтады, ой, біз дейтін андай, біздің Қазақстанда Америкадағыдай дін дүние жоқ. Анан біз біріншіден өте жас мемлекетпіз, оны түсіну керекпіз. Мемлекетте мысалы күні бүгінге дейін беретін нәрсенің бере алатынның бәрін беріп жатыр. Жоқ, былай ғой, бұл жерде ше, сіздің сөзіңіз күшті кетті бұл жерде. Ана Америка болсын, Европаға барсын, мен талайына таңғаламын да, шетелге барып келеді айтады. Вот как они надо дальше жить. Вот олар сияқты өмір сүру керекпіз дейді да. Мен айтамын, қалай? Азанда тұрып магазиннен барып кофе алып ішу ма? Жоқ дейді. Ол дұрыс емес дедім да. Сіздер туризмменен миграцияны не путайте деймін да. Сен туристическиймен барып келгеннен кейін тебе так кажется бәрі жеңіл. А ол жерге сен өмір сүріп көрші, налогын төлеу керек, не қалай ақша табу керек. Соның бәрін путайды. Бұл жерде жаңағы сіз айтқандай ілімнің аздығы. Ол бірден түсінесің, бұл ары қарай оқымаған екен ғой мына бала дейсің. Мен бүйтіп айтамын. Мен жалпы мысалы жаңағы бүгінгі тақырыпқа да келетін болсақ, Сирияға барып ана жақтағы бүкіл нәрсені көріп келген адам барады да көреді да, содан кейін тек өзіміздің жерімізден басқа дым жоқ екен ғой дейтіндер адамдар. Мен бүйтіп айтамын, жалпы, если ты хочешь мечтаешь жить в другой стране, значит ты еще не посетил ни одну страну. Бар жақты көріп кел, содан кейін түсінесің, өзіміздің елімізден артық ештеңе жоқ. Конечно. Жаңағы ағаның сөзіне қоса кетейін, идеология, ұяттан өлім күшті деді ғой. Өлімнен ұят күшті деген қазақтың тарихын жаңа нақыл сөздерін айтты ғой. Жалпы ұлттық құндылыққа тікелей көзқараспен қарайтын болсақ, идеологияның түбі өлімге апарады. Сирияға апарып, осы қазақ қандастарымыз қалай өлді, сол идеологияның құрбандары болды. Дәл солай идеологияның түпкі мақсаты өлімге апарады. Ал өзіміздің тарихтың мақсаты жақсы еркін өмір сүруге әкеледі. Ағаның сөзін қостап кетіп жатқаным ғой. Тарихты білмегеннен адасады. Тарихты білмегеннен дәстүрді, құндылықты, сосын одан кейін енді мен мына ұятты да енді кішкене, мен қазір өзім субъективті екі ойымды айтайын, ағаның айтқан несіне. Мен мысалы соңғы кездері прям біз әрбір жерде тәуелсіз елміз деп айтудан кішкене андайда бір синдром бар сияқты. Біз кезінде тәуелді болдық, қазір тәуелсізбіз деп айтамыз да, андай, не айтады ғой, синдром младшего брата бар ғой, біз айтады ғой, мемлекетте, біздің мемлекетте әлінгі дейін ана не бар дейді да, бірдеңе дәлелдеген келеді дейді да, постоянно. Мен біз жаңағы, біз тәуелсіз елміз деген, андай, керек емес жерде айта беретін болсақ,
как будто бы кезінде тәуелді болғанымызды наоборот подчеркивать ететін сияқтымыз деп ойлаймын мен өз басым. Өте дұрыс айтасыз, иә. Біз елміз. Анау көрші елге біз тәуелсізбіз деп қорқып соны айтып тұрғандай болып тұрады ғой. Как будто айтпай-ақ қою керек. Біз уже құралған өте аяққа тұрған, айтпаса да уже мен ешқайсының мы независимые Соединенные Штаты Америки вообще естіген жоқпын. Ешқай жерде мы независимая Австрия вообще естіген жоқпын ешқай жерде. Біз әлімге дейін бәрібір айтамыз, біз тәуелсіз Қазақстанбыз. Біз Қазақстанбыз, болды. Біз Қазақстан мемлекетіміз. Осы суретте мысал келтіріп жіберейінші. Ренжімейсің бе? Жоқ. Мынау бір есіме түсіп кетті, бір жиналысқа барғанмын. Шетелде. Сөзде отырсақ, Англияның бір ғылыми енді дәрежедегі кісісі сөйледі. Күшті бастады, әңгімесі айтып отыр. Сөйтсем айтады. Енді орысшаға айтқанда, переводчик ойықта қазақша жоқ, орысшада мен құлағыма переводы келіп тұрды. Мы маленькая страна, но мы великая страна деп бастады әңгімесін. Иә, сол ғой. Сіздің неңізді. Соған келіп, мен өзім 12-13 болып мен сөйлейтін тұғым. Сосын мен сөйлегенде мен де солай бастайын дедім. Сол сияқты, сіздің айтқаныңыздан, мен тұрып қалай айтсам екен дедім да, соны мен айттым. Мы большая страна, 9-шы орындағы жердің үлкендігінен дедім. Біздің великилігіміз сондай дедім. Мына басымызда күн шығып атса, мына басымызда атырауда ұйықтап атады дедім. Мына баста қар жауып тұрса, мына басымызда қар пісіп ел жеп атады дедім. Біз сондай мемлекетпіз, сондай ұлы елміз дедім да. Сол сияқты біз сөйтіп мақтанып айтып жүрейік. Соны ғой, ойыңыз айтайын. Ойым осы. Сол есіме түсірген қуанып кеттім. Күшті. Одан кейін енді мына жаңағы ұят мәселесі, ол дейтін енді ұятпен де жаңағы бүгінгі біраз талқылап тастаған нәрселердің де несіне осы ұяттың дұрыс емес қолдануы жаңағы біздің мына немізге әкелу мүмкін қайтадан. Мысал ретінде келтірейін. 34-темін, үйленбеген. Бүйтіп айтады. Ұят уже. Дейді мысалы кетеді. Үйлену керек, бала шағасы не істеу керек, үйдегілеріңді қуантпайсың ба, немерелермен дейтін сияқты. И мысалы менің көріп отырсыздар ғой, мен жаңадан бері менің нем бар, менде өте мониторым жақсы да, мен информация келеді, керегі қалады, керек емес шығып кетеді дейтін сияқты. Бірақ кейбірлері бар. Таныстарым көп ондай. Мен уже 34-ке, 35-ке келіп қалдық, әлі үйленбей ұят екен дейді да. Ал үйлене салады, лишь бы сол әңгімені тоқтату үшін. Сол кезде уже мына қисық фундамент, отбасыда қисық фундамент басталды осы жерден. Потом бала шағалы болады. Жаңағы үйдегі тәрбие сол қисық фундаменттің үстінен қисая уже соғыла бастайды. Мен өз басым сөйтіп ойлаймын, мнением сондай. И сөйтіп кеп жаңағы бүгінгі тақырыпқа. Патологыңыз қаншада үйлену? Білмеймін. Жоқ енді өзіңіздің ойыңыз. Мысалы мен балам тоже сізбен жасты айтты. Ол айтады, пап, 35-ке шейін Құдай қаласа үйленем. Еш уайымдамай деп қойды. Значит, патологы 35. Сосын бәріміз үндемей жүр. Енді шалдың баласы деп. Сіздікі қанша? 35. Бізге де ұят болады дегенде, мынаның бір нәрсесі бар ау. Ұят деген сюжеттен болып отыр. Мына әке-шешеге қалай келеді? Мынау баласы бір жері ауру шығар. Мына жері дұрыс емес шығар. Может, жаңағы уклон басқа жаққа қарай шығар. Болады ғой. Әркім әртүрлі елдің аузын жаба алмайсың ғой. Вот сол ұят болады деген сөз. Сіз сондай сұрақ қойын деп жатқан шығарсыз, ұяттың әңгімесі. Неге ұят болады деп мен фундаментім қисық кетіп қалады деп отырсыз ғой. Жоқ, қисық неге кетеді? Ол просто әке-шеше ұялып отыр, елдің мазағы болмасын деп. Мынаның баласы неге үйленбейді? Мысалы, әке-шешеге де тиюі мүмкін. Ой, бейшара бұлардың жағдайы жоқ қой. Адамдардың аузы деген ол жабылуы мүмкін емес. Содан ғой ұят болады деген сөз содан. Сіз енді сразу ойламаңыз, мен фундаментім бұзылып кетуі мүмкін. Жоқ, мен одан айтып отқан жоқпын. Жалпы папаларыңмен қатар шығармыз. Жалпы, мен нені айтқым келіп отыр жаңадан, енді осы бүгінгі жаңағы осы радикалды тақырыбымызға келген кезде мен де жаңадан жеткізе алмай отырған мүмкін жаңағы айтып отқан ойым да осы да, жаңағы әрбір нәрсені бұрмалап кетіп қалуы мүмкін адам баласы. Жаңа біз сөз айттыңыз. Қазақтың осындай ұлы сөзі болған кезінде өлімнен ұят жақсы дейді. Ұятты бұрмалап тастайды. Жаңа діннің сұрағын бұрмалап тастайды. Өзіңіз айтып отырсыз мысалы. Осындай нелерді, мысалы джихадты өздерінше түсінді да, өздерінше түсінді, басқаша кетті дейтін сияқты. Сондықтан да сол жақтадан да бір жалпы критикалық ойлау қабілеті керек деп ойлаймын адам басына. Жаңағы радикалды болсын, коучтар да шығып жатыр ғой қазіргі таңда қоғамда. Жан жақты Еуропаның идеологиясы болсын, Арабияның идеологиясы болсын,
әртүрлі қандай мемлекеттің идеологиясы біздің қазақ қоғамына әсер етіп жатыр, түсіну керек әрбір адам ұлттың тағдырына балта шабу, яғни қазақты бөлу ішінара. Себебі қазақты жаугершілік заманда да ашаршылықта жеңе алмаған ешкім. Осы ұлттың өзінің жаңағы күштілігін біліп, ауызбіршілігі қандай жағдай болмаса да, жау шабатын болса, жаңағы мен айтамын ғой кейде, бізге сырттан жау шабатын болса, бізді ішімізден қыратын осы ішкі сатқындар. Жаудың бізге сыртқы жаудың оғы келіп болғанша өзіміз қырылып өлеміз деп. Енді сол жаңағы мысалы қайтадан мен Сирияның сұрағына оралатын болсам, мысалы жан-жақты енді қазір ақпараттың жететін молшылық заманы, әлеуметтік желілер көп, немен келеді, андан келеді. Жаңағы мысалы қаншама деструктивті ойлар келіп отыр, соншама мысалы деструктивсіз ойлар да келіп жатыр да. Мысалы андайлар көп қой. Өз басым оқитындарым жаңағы мысалы қазақ қыздары қанша кетті Сирияға, мысалы отбасылы болып кететіндер бар. Ана жақта дейтін, ана соғыстардың арасында күйеулері қайтыс болып кетеді, әйелдер қалады ана жақта, и все трофей ретінде жүреді. Мысалы бұл әйел адам жаңағы ана жақтағы бір жігітті оны алып алады, өзіне әйел қылып, бірнешінші әйелі болып дейтін, ол кетіп қалса мынаған кетеді. Оның бәрін ести тұра қалай соған барады бәрі? Өте жоқ, бұл жерде былай ғой, бұл жерде психология уже жұмыс істеп тұр. Бұл жерде ол сондай болыпты, мен ондай болмаймын дейді. Әрбір адам өзін қорғайды. Мен ондай болмаймын деп. Ойбай, қалай қызық. Ол да бірге таңғалады халықпен бірге. Ойбай, қалай ол? Анадан анаған беріп отыр, қызық екен. Мысалға менің мысалы кейін деп жүрген жігітім ондай емес. Ол өзін сөйтіп успокаивает. Это психология. Әуелде еркіндік болады. Мида да, жүректе де еркіндік болады. Бірақ идеологияда бағанағы салдар, жаңағы ең сол идеологияның бүкіл әлемге таралуында, адамның миына тез орнығуында да күш, яғни зорлық, зомбылық. Мына Сирияға кеткен қазақ қыздарының, қазақ жігіттерінің ең әуелгіде Мысыр мемлекетінде лидерлері болды. Даиш деп атады деймін соларды. Сол лидерлері болды. Манипуляция жасайды. Діни жағынан ілім аласын, бәрі жақсы болып кетеді. Жаңағы мұсылман мемлекетінде жақсы өмір сүресің, тыныш өмір сүресің. Сен бұл Қазақстан мұсылман мемлекеті емес, жаңағы зайырлы мемлекет, мұсылмандарға атака жасайды ол жақта, сен кел бұл жаққа деген сияқты манипуляция жасайды. Сол уақытта енді милары ашылып келе жатқан, жаңағы сана сезімдері ашылып келе жатырған, басында еліктеуіш қызығушылықпен келе жатып, жолдарын таба алмай жүрген адамдарға осы нәрсе соққы болды да сол уақыттарда. Бұл қоғам зайырлы мемлекет, мұсылман мемлекеті емес деген. Осы сөзіңізге мен қосып жіберейінші. Мысалға мен тағы да үшеуден кетем ғой. Жағы ислам, жағдай, сүннет. Мысалға ислам, біз мемлекет емеспіз. Бірақ деген сөз бар. Исламды қабылдаған мұсылман ұлтпыз. Соны дұрыстап түсіндіріп беруіміз керек та. Сосын айтатын қазақ ұлты мысалға сүннетпен жүретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен жүретін еліміз. Қолымен тілі тимейтін. Бар ғой сол сөзі. Пайғамбарымыз солмен жүретін 3 позицияны ұстамағанда бізде сол ғой. Айтып тұрған, бірінші ислами мемлекет емеспіз, екінші бірақ исламды қабылдаған ұлтпыз. Қазақ ұлтымыз. Енді өткен бізде көп ұлтты елміз, сол үшін ұлт деп бөліп айтып отқаным сол. Сол үшін қазақ халқы өзі мұсылман. Соны былай түсіндіруіміз керек та. Сіз жаңағы дұрыс едіңіз, ағымдар кетіп қалған, сендер жаңағы мұсылман ел емессіңдер, жаңағы нелерің жоқ, анау кете береді ғой енді. Белгілі бір шейхтарың жоқ деген сияқты. Сол сияқты солменен кетіп жатыр ғой ағымдарға. Ең бастысы. Сосын мен жаңағы тағы бір қосып жіберетінім, мынау қажеттілік, потребность. Сосын арман, желание. Сол екі нәрсеге көңіл аудармай қалдық біз. Потребность деген не бізде? Мысалы, шөлдедің су ішесің. Мысалы, суықта киінесің. А желание бітпейді.
мен ананы істегім келеді, мынаны істегім келеді, сонымен кетіп қалып жатыр да. Иә. Желание, анау сияқты бай болайын, мынау сияқты бүйтемін, шетелден ата-анама ұшып келіп көмектесем, олар солай кетіп қалып жатыр алдан. А желаниені тоқтата алмайсың. Даже мына психологияда ең бастысы, мына балаға да телефонды беріп қояды ғой. Олда да желание тоқтамайды ғой. Байрам, біздің кезде телефон болған жоқ. Не болды бізде? Телевизор болды. Телевизордың ата-анамыз ұрысып жатады. Ей, телевизорды өшір, кітап оқы, бүйт деп. Әрбір жаңағы уақыттың өзінің заманының осындай арманы тоқтамайтын нәрселер бар. Сол армандардың ішінде осы ағымдар да бар да. Содан қорқасың да. Арман менен жаңағы қажеттілікті біз шатастырып алдық. Жаңа ми мен жүректі не болдық қой. Сол қажеттілікпенен арманды ойлану керек. Арман деген ол тоқтамайды. Ала бергеннің ішіне ала берсем, телефонда да кіре бересің ғой. Бір жаңа TikTokқа кіріп мені үйретіп қойып еді балам. Мә, сен тоқтамайды. Сол сияқты ғой. Кете береді, армандатып жібереді адамды. Мындай сұрақ менде. Енді жаңадан бері біраз радикалды ағымға ілінген әйел адамдар туралы айтып отырық. Мүмкін таныс шығарсыздар, мүмкін көрген шығарсыздар сондай әйелдерді, мысалы, қайта келген осы жаққа дейтін. Сол кісілердің мысалы енді жаңағы мындай сұрақ қойғым келеді. Ол кісілердің отбасыларына, жаңағы ата-анасына, туыс тумалақтарына, нелеріне қандай әсер берді ана жаққа барып келуі, және де қандай өкініштері бар екен күні бүгінге. Сондай талқылап көрейік осы сұрақты. Мен именно сол қыз келіншектермен тығыз байланысқан қызбын. Психология, жестко травма алған психологияның оңалуы өте қиын. Яғни кезінде кетті ғой, ата-анасымен қарым-қатынасын, жаңағы отбасымен, ағайын туысқандармен қарым-қатынасын жоққа шығарып, Сирия мемлекетіне жаңағы біз мұсылманбыз, жаңа мұсылмандарға көмектесеміз, Алла жолында шахид боламыз деп банағы өздерінің осы Қазақстанда тұрған мұсылмандардың бар екендігін біле тұра, Сириядағы мұсылмандарға көмектесуге кетіп қалды да. Ойлады олар джихад жасаймыз, жаңа шахид боламыз деген сияқты. Вообще мен жаңағы мәміле құрам ғой, енді ол қыздармен де мәміле құрып, жаңағы 2 жылдай, 3 жылдай дос болып араласып жүрген кездерде мен олардың ол жақтан келген ортасы бар екендігін білмей, аңғармай, өзімде енді қызығушылық болды, еліктеушілік болды жаңағындай өспелі кезеңдерде жолыққаннан кейін. Мүлдем психологически оңалмайды. Травма бар оларда, өте үлкен травма бар. Керісінше, ана оңалту мысалы адамдар, мен сияқты адамдар барып айтатын болса, мынау дұрыс емес қой, шариғатта мынандай емес қой, на самом деле сенің істеп жатқаның вообще басқа ғой десең, уже агрессивті да. Себебі оларды Сирияда солай күшпен ұстағанда, істейсің, істемесең өлесің деген сияқты. Как будто сондай бір қорқыныш болады да. Істесе, жаңағындай, бұл мына Қазақстанда конституция заңы ғой, істемесе, сол нәрселерді істемесе, как будто оны біреу соттатып жіберетін адам ұқсап қорқады да іштей. Жаңағы қалай айтсам болады, тағут деген бір сөз, термин бар. Тағуттың жаңағы тозақтың иттері деген мағынасы. Сондай бір зайырлы мемлекеттерді сондай көзқараста көреді олар. Тозақтың иттері, олар қанша жерде намаз оқысын, оқымасын, ол жаңағы біздің сеніммен бірдей емес, по-любому амалсыздан жүреді да. Қоғамға сіңісіп кету үшін, қоғаммен жаңағындай адамдардың өздеріне деген вниманиесі таза, дұрыс болу үшін сондай бір маска, розовый очки киіп алады. Бірақ шынайы жан дүниелермен былай психологически мәміле жасап көрген кезде жоқ, жек көріп отырады кәдімгідей. Уже келгеннің өзінде де жек көріп отырады. Себебі ұсталып қалды ғой. Ана жаққа кеткен күннің өзінде де ұсталмай кетті ғой, бірақ по-любому келді ғой. Сол нәрсені мойындатпай жатыр да, тәкаппарлықтары жібермейді да. Қалай біз Алла жолында джихад болуға кеттік, сондай бір каким-то образом осындай жылдарда өмір сүрдік, сол Сирияда жаңа мұсылман мемлекетінде өмір сүрдік қой, бізді жаңағы алып келді. Алып келгеннің өзінде бізді түрмеге қамап тастады.
біздің үстімізге одан сайын травма берді ғой деген сияқты да бір себептермен андай ішкі агрессивті алдыңғыдан қалып қойған агрессив, ана жақтағы соғыста болған травмалар, бомбалардың атылуы, автоматтардың атылуы, балаларының көзінше өлуі, күйеулерінің көзінше бомбаланып өлуі, соның барлығын бір как будто кезінде Қазақстанға біз мұсылман болып жүрген кезде, кезінде бізді Қазақстанда сыйдырған кезде біз осындай өмірді көрмейтін едік деген тұжырымға ұстанады олар іштей. Яғни Қазақстан Республикасы мемлекеті, қоғам кезінде бізді қабылдаған кезде біз Сирияға кетпейтінде едік қой деген сияқты. Сендер қабылдамағаннан кейін біз сондай өмірді көрдік деп бір манипуляция қоғамға жібереді. Жауапкершілікті қайтан сол жаққа лақтырып тастады ма? Жауапкершілікті қоғамнан іздейді. Жаңағы өздерінен емес, өздерінен алып қашады бастарын. Қоғамнан іздейді. Енді как раз менде постоянно сол сұрақ жүретін еді ойымда. Айтып отырсыз ғой қазір, қоғамға икемденіп, хамелеондар ғой, былайша айтқанда. Хамелеондар қазір енді барынша келдік, түзелдік деп көздеріне розовый очкиларын киіп алып, мысалы, жүр. Өте опасный ячейка емес па? Конечно, өте қауіпті олар. Мен өзімнің басымнан өткендері де бар. Енді ашып айта алмаймын бұл жерде. Мен оның кухнясынан шыққаннан кейін білем мен олардың қандай екенін. Искеп жүріп тауып ала аламын оларды. Сондықтан ғой маған қазір именно сол тараптан қатты угрозалар жүруі, қатты бана шындықты ашып қоятын нағыз біздің ортамыздан шықтық, қашып құтылдым ғой мен. Жаңа шығып құтылдым олардың арасынан. Достарымды, араласып жүрген достарымды бәрін жаңағындай тазаладым, айналамның барлығын тазаладым да, мейісімді жидым. Мен ұлт қазаққа керекпін. Бұлар идеология. Ал мен ұлттың тағдырына, болашағына алаңдайтын адаммын. Екеуміз қарама-қайшылықпыз. Неге олар с нами или против нас деп жатыр десе олар, иә? Неге бір қазақтың жерінде жүріп, бір қазақтың қанымен таратыла тұрып, біз бір-бірімізге өштесіп жатырық деген сұрақ. Мен соны түсінбеймін. Неге? Бұл жерде сол бағанағы идеологияның кесірі. Идеологияның салдары өлімге апарады деп айттым ғой. Олар сол Алла жолында қиыншылық көрмей, сынаққа шыдағысы келмейді, қиыншылық көргісі келмейді, ананың бір нападать еткеніне шыдағысы келмейді, соққысына, қоғамның соққысына шыдағысы келмейді, бірден өліп қалғысы келеді, бірден жәннатқа барғысы келеді олар. Тазалана ма? Олардың іштегі қазір мысалы сол жаққа барып, мысалы енді ан жақтағы соғыс пен жоқшылықты көріп келді Қазақстанға қайтадан. Алып келді. Операция болды ғой үлкен. Алып келді. Қарайсың, вроде бы бәрін түсінгендей сияқты болды. Бірақ қазір сіз айтып отқанда манипуляция. Бірақ ол жертва болып жатыр да, мысалы. Жақында мен ана видеоны көрген кезде біраз дау болды әлеуметтік желіде, ол да Ауғанстанда режим құлап талиптар келген кезде билікке, естеріңізде ме, бір қазақ отбасы сол жақта өмір сүріп жатыр екен. Жаңа осылай мемлекетім, қазағым, екіге бөлінді қоғам. Біреулер кетсең, әр қазағым жалғызым, ана жақта жүр, алып келейік, бүйтейік, сөйтейік. Кейбіреулер айтады, уже неше жыл ана жақта өмір сүріп жатыр. Талиптар келмегенше нормаль Қазақстан оларға тіпті керек емес болды ғой. Не үшін қазір олар вдруг елдерін ойлап кетті деген қоғам алды да екіге бөлінді, бір-бірімен қаралды ана жерде. Жаңағы біреу әр қазағым жалғызым, біреу ана жақта жүрді ма, сол жақта жүре берсін дейтін сияқты. Сирияға да қатысты ондай сұрақтар көп мысалы. Кетті ма? Давайте не возвращать дейтін сұрақтар. Кезінде зайырлы деген сөзді құптаған жоқ қой олар. Олардан жаңағы идеологияның бір қатты бір күші, айттым ғой, тағы да қайталап айтамын, зорлық, зомбылық. Күштеу процесі, күшпен ұстайды. Сол күшке бағынғысы келмей, зайырлы мемлекеттерді, яғни өзінің жаңа Қазақстаннан кетті ма, Ауғанстанға, Сирияға кетті ма, өзімнің елімде жүре бергенім дұрыс еді ғой менің деген сияқты ой келеді да. Өзімнің елімде жүріп ақта өзімнің жаңағы идеологиямды жүргізе бермеймін ба? Жүргізе бергенім артық еді ғой деген сияқты. Вот соны айтып отырмын да, енді мысалы қазір себебі оларда басқа таңдау жоқ, өлімнен басқа. Алып келдік әйел адамдарды, біраз енді ер адамдардың енді кетіп қалғандары бар, бір оралғандары да бар. Енді әйел адамдардың біразын енді алып келді осы жаққа.
жаңағыдай айтып отырса енді білмеймін, күмәнім бар менің 100%-дай уже жаңағыдай все деп мынандай үлкен қателік жасадым, бүйттім сөйттім, бәрін тастадым қайтадан. Жоқ, керісінше 2019 жылы, кешіріңіз сөзіңіз аузыңызда, 2019 жылы жусан операциясымен келе бастады ғой. Иә. Менің қазірде де әлі күнге дейін осы нәрсені, мәселені түсінгелі бері ересектерді әкелмей, бала шағаларды әкеліп, бар ғой балалар үйі. Балалар үйі бар, ересектерді сол жақта қалдырып кету керек еді. Деп ойлайсыз ба? Иә, ұлтқа сатқындық жасаған, бір рет сатқындық жасаған адам, ол екінші рет жасайды. Себебі ол уже сыртқа шығып сатқындығын дәлелдеген адам, ол уже іште сатқындық жасайды деген сөз. Қоғамға кері әсерін тигізеді деген сөз. 2019 жылы жусан операциясымен осы радикализммен келді. Осы топтар келгеннен кейін, мына кезінде Сирияға шыға алмай қалған адамдар бар ғой. Сол адамдарға күш пайда болды. Себебі біздің қатарымыз көбейді. Олар білет бір-бірінің психологиясын түсінеді, мүлдем оңалмайтындығын, бір неде қатып қалған жаңағындай Матрудит келсе де, Абу Ханифа келсе де, жаңағындай әртүрлі басқа ағым келсе де, ол нәрселерді қабылдай алмайтындығын түсінеді. 4 мазхабтың 4-еуі барса да қабылдамайды олар. Жоққа да шығарады, кейбір Абу Ханифа мазхабтарын жоққа шығаратындар да бар. Ол ғалым емес деп айтады, мойындамайтындар да бар мысалға ше, араларында біздің қоғамда көп, батыста көп именно шоғырланған жері Ақтөбе, Атырау қаласы ғой, сол екі қалада, сол айналасындағы Ақтау, Оралды уже вирус сияқты тарайды ғой бұл нәрсе. Бір адамның ауыз екі таралады, болды ары қарай. Сосын оларда көбіне сақталған тактика ауыз екі сөйлеу арқылы тарату, сөзді тарату. Ол мысалға мұсылмандарға өсек айтуға болмайды ғой. Өсек айтуға ғайбаттама, біреуді аңдыма деп айтады ғой. Олар аңдиды, олар ғайбаттайды. Олар сол кемшілігін адамның жаңағы қабылдай алмай атады ғой идеологияны. Жоқ, мен бұл нәрседен қорқам, қабылдамаймын десе, ол істеп жатырған қателігін өзіне манипуляция етеді, пайдаланады. Қателігін бетіне басу арқылы. Содан кейін аны не істейді, тығырыққа тіреліп қалады, жаңа Құдай мені кешірмей ма, сонда мына жолды қабылдамасам деген сияқты бір тығырыққа, тупикке тіреліп қалады да, амалының жоқтығынан кіріп кетеді кейбіреулері. Именно әйел адамдар. Енді именно әйел адамдар күйеуінің ықпалымен оны байқадым, прям көп амалсыз сөйтіп кететіндер. Енді сол күш қазір мысалы, пока күш емес. Неге күш емес? 2019-дан келгелі бері. Не то, что 2019-да олар Сирияға кеткеннен күннен есептесең олардың күші ұлғайып жатыр. Күнде ұлғаяды, оны мен түсінемін. Күннен күнге. Соны бір күні жаңа күшпен басып жібермей ма деп деген қорқыныш бар біріншіден. Екіншіден соны енді жаңағы мысалы өзіңіз айтып отырсыз ғой, тікелей жаңа сол жаққа барып келген жаңа әйел адамдармен қазір жұмыста байланыстасыз. Енді мысалы қайтадан сол сұрақты қойғым келіп жатыр. Миларын, идеологияларын, жалпы көзқарасын қайта бұруға 100%-ық кепілдік бар ма? Жоқ, кепілдік жоқ. 100% олар оңалады деген сенімде жоқ. Себебі өздерін сол жолда құрбан етуге дайын отырған адамдар. Не то, что өздерін кішкентай балаларына дейін тәрбиелейді. Әлі күнге дейін қазақ қоғамында бар ондай отбасы. Кішкентай 5 жасар қызына, баласына, ана адамның баласы, көршісінің баласын алып келсін ойнауға, кіргізбе дейді. Өз көзіммен көрген нәрсем да бұл, кіргізбе, ол намаз оқымайды, ата-анасы кәфір ол. Араласпа. Сен айт, сенің әке-шешең, сенің мамаң орамал тақпайды, сенің мамаң кәфір деп айт деп үйретеді оларға. Ұл балаларына жаңағы адамдарды өлтіруге, жаңағы суық қаруды ұстауға ерте жастан үйретеді. Сирия проектісінің жүйесі де мақсаты да осы болды ғой. Барған қазақ қандастарымыздың балалары сұхбаттарында береді ғой, 9 жастан балиғат жасқа толды ма, болды, ары қарай соғысқа алып кетеді. Ол қару ұстап біле ма, білмей ма, ол қарамайды, қызық емес оларға. Білімі бар ма, жоқ па, қарамайды. Білімі бар ма, қарамайды. Просто ол ер адам ба, болды, ер адам ұстап біледі суық қаруды. Аяқ тап қалдық қой да. Мен сіздің сөзіңізге шамалы қосып жіберейін. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой,
сіз сұрақ қойып отырсыз. Жаңағы оларды енді бері қарай қаратуға бола ма деген сияқты. Енді ең басында осы әңгіме басталған кезде өзіңіз айттыңыз, мына ілімнің жоқтығынан олар солайға еріп кетті деп. Ол дұрыс айтылған сөз. Оған мен енді қарсы келе алмаймын. Бірақ оларды шығарып алу, мен өзім ойлаймын, мен өзім ойым, мен сіздің пікіріңіз бар, менің пікірім бар дегендей. Оларға сол ілімді беру керек. Ол ілім, мысалға, олар ұмытып кетті, қанағат деген екен, обал болады деген нәрсені. Мысалы, сондай нәрсені қазақтың баяғы жаңа ұят болады деген сөзі. Жаңа даже сынаққа келсек те, сынақ деген бұл тексеру ғой, былайша айтқанда, адамды тексеру. Солайынан түсіндіре білу сонларды. Жаңа жазалау, жаңа сіз соны айттыңыз, мен не жазып қойыппын. Бұл сабақ. Ол үйренеді сол жазаланғаннан, үйде де ата-анамыз жазаланда мына бұрышқа тұр дегенде. Ол ендігі жолы ол бұзықтығын жасамайды. Сол сияқты бұларға да сондай ілім беріп, енді жазалау дегенде біз енді кейбір жаңа айтып жатсыз ғой, келгеннен кейін сотта жіберіп жатыр деп. Енді ол өзінің істеген ісіне байланысты сотталып жатқан шығар. Біз оған заңға қарсы келе алмаймыз. Бірақ оларды бері қарай тартып алу, сіз мүлдем болмайды, қиын деп отырсыз. Енді расында сондай шығар, бірақ көрдім мен өзімде. Бір кішкентай мысалымды айтып жіберейін. 2012 жылы мынау жұма намазға барып сөйлесіп отырғанбыз. Жаңағы сөйтіп жұма намаз бітті. Біткеннен кейін машинаның артында бір қой сойған тұғын. Ата-анам үлкен кісілер. Өзі марқұм әкем де тірі тұғын. Олардың бір достары келе жатыр екен де, ауыл жақтан. Соған қой сойып әкеп берші деді. Соған қой сойып багажын жасасам, қарасам жұма намазы екен. Соған жұма намазға кіріп кеткен. Сөйтіп жатыр ем, анам енді үлкен кісілер беспокойтып жатыр, кешке адамдар, қонақтары келеді. Не қылдың? Телефонда енді мама деп шығып тұрғаннан кейін алдында, мам, осылай, мен мешіттемін, мен жұма намазы бітті, қазір шығып жатырмын, сендерге алып келіп тастаймын, уайымдамаңдар деп атқанымда бір сондай жігіт келді, енді айқайлап та дікілдеп та. Енді сіздер қатар. Мен баламмен жасты бала. 20-дағы ма, ол кезде сөгінде едіңдер ғой. Ей, не мешіттің ішінде, не дейді? Дүниенің әңгімесін айтып отырсын. Таста телефон, маған сөйтіп айтып отырды. Мен енді одан жас бала болсам екен, ойбай қой. Сосын мамам телефонда тұр, шошып кетті. Не болды балам, не болды деп, үлкен кісі. Сосын айттым, тоқтай тұршы дедім, сен мен анамды қорқытып жібердің дедім. Ашуым келіп кетті да. Ашуыммен сөйлемейін дедім, үлкен кісі қорқып кетесің деп телефонды қоя сал. Сөйттім дедім, сен кімсің дедім, маған өйтіп сөйлейтін дейді. Мешітте сөйлейін, қай жерде сөйлейін? Мен анаммен сөйлесіп отырмын біріншіден. Мен дүниенің әңгімесін айтайын қайын, мен главный анаммен сөйлейін. Сөйтсем олар қаптап кетеді екен ғой. Қаптап кетті да, бүйтіп дүкілдеп бәрінде, мынандай жай сөйлемейді екен, дүк етіп сөйлеп отыр да. Сосын айтмай, сендер мені қорқытайын деп тұрсың ба? Сосын жүз далаға шығасың ба дейді маған. Мен бір түрлі болып қалдым, жүр дейді. Сосын айттым, тоқтай тұр дедім. Біріншіден, сен далаға шығайық дедім. Мен одан қорқып тұрған жоқпын дедім. Шығайық. Мен сені жеңсем де ұят болады маған. Мен сенен жеңілсем де ұят болады. Не етіп тұрғаның дедім. Сен менің баламмен жассың. Сосын сенің бойың менен кішкентайлау, тапалы жігіт екен, бірақ сақалы енді үлкендеу екен. Сосын айттым, сен мен баламмен жассың, қалай сөйлеп тұрсың дедім. Сосын айттым, тоқтай тұршы дедім да, мен сосын звондайтын жерге звондап отырмын өзім достарыма. Соны бірден уже ана кісінің атын айтқанда аналар бір-бірін жабады екен ғой бүйтіп. Басқалар кетті, көке уже басқалай сөйлей бастады. Ана бала жоқ болып кетті, бірақ түрі есінде қалып кетті. Содан ауырып қалдым мен үйге келіп. Бір жеті ауырып жаттым. Сөйтсем олар нелерді біледі екен, андай дұғалар болады екен ғой, оқитын. Соны бір тәуіпке бардық. Сол айтады, артыңнан дұға оқып жіберіпті ғой дейді. Кетпейді ғой, түні мен сол баламен ұрсыса берем, ойым сол күндіз түні. Сондай нәрселері бар екен. Сосын мен жаңа бұны неге айтып отырмын? Жаңа сіз айттыңыз ғой, психологически өйтіп атака жасайды деп. Жаңағы айтады, болмай баратса қорқытады деп отырсыз ғой. Жаңағы Сирияға кету үшін. Мен түсіндім сол кезде бұлардың психологиялары қатты жұмыс істейтінін. Қалай істегенін. А еще черная магия. Черная магия. А ол дінге моментально қайшы келеді. Конечно. Сол кезде мені ана айтты, оқиды екен, Құран оқып, содан шығарады екен. Содан кейін мен бастап бастадым. Енді сөздің қызығын мен бітіре салайын деп тұрғаным. Бір жыл өтіп кетіп, мешітке барып тағы да отырмын жұма намазға. Бүйтіп машинаға енді отырып отырмын. Мынандай жігіт келді, дәл мынандай жанымнан келді.
көге обедке ақша бер, ондай дүкілдеп сөйлеп тұр да. Обедке ақша бересіз ба? Мына жерде мынандай не бар екен дейді да. Соны жарайды дедім да, бүйтіп қарапсам, сол бала, ол мені танымады, мен бірден таныдым. Ана жүрегімде қалып кеткен да. Жас емессің ба деп ем, соған тұрды да машинам артына барып тұр. Сосын ойладым, мына бірнәрсе уақыт өтті. Ей, інім, бергеш, міне ана кеш дедім, машинам міне ана кеш дедім, міне анан келмей ақ қойсын, оң жағымнан келсін. Сөйттім де қалтымда ақша бар дедім. Мына жерде дедім. 2 рет тамақтануыңа, бірақ мен баламмен жассың ба, інімсің ба, абайлап жүрсей дедім. Бұндайды қой дедім да. Жоқ көке, бұл жұмыс болмай қалды, андай-мындай деді да. Мен бата беріп жіберейін деді. Мен өмірімде ондай батаны мен ақсақалдардан да естіп көрген жоқпын. Тұрып алып бата берген кезде мен шоке болдым. Мен ондайды үйренбеппін. Қанша ғылыми жұмыстармен жұмыс істесем де, ондай бата бере алмайды шығарып мен. Сол жерде бата берді маған. Содан кейін ба көңілім орнына түсіп, сонымен кеттім. Сол сияқты енді мен айтайын деп отқам, оларды да тәрбиелеуге болады шығар жаймен деп. Бірақ бір бақытқа қарап та, иә деп та, оны бір қарай шығарып алу керек. Жаңа өзіңнің айтқан сөзінде, бір қазағым, жалғызым. Әр қазағым жалғызым. Иә, сол сияқты. Енді психологиялық тұрғыдан, мысалы, жаңа Назерке, мына жерде екі полярный мнение болады. Күшті көрем ондай нәрсені бар ғой. Сіз мысалы болады дейсіз, сіз болмайды дейсіз. Мен білмеймін, мен пока нейтральный позицияны ұстап отырмын. Психологиялық тұрғыдан, мысалы, психологтар, кәсіби психологтар, личностный психологтар кіріп, сөйлесіп, не істеп, ашылмаса да, ашып алатын адамдар бар ғой, мысалы. Бола ма деп сіз, мысалы, ғылыми маман ретінде миларын түзеуге сәл-пәл. Мысалыға да мынандай не болады. Бірақ ол жақта да психологтар болуы мүмкін. Қазір кешіріңіз, айта салайын Назерке, сосын сіздікін тыңдайық. Мынандай оқиғалар болады. Көп оқиғалар, әйелдер жылай береді, бір нәрсе болады. Енді көбісі солар ғой. Енді сол кезде қиын болады. Үйіндегі ұрыста да сондай болады. Закрытая ана дейді, жабық. А біреулері ашық болады. Сол ашық болады да айтайық. Жабықты ол түсінікті, өздеріңіз де біліп тұрсыз. Ашық келеді, сатырлап сөйледі. Сол кезде бетіне қарайсың да, мына психологияда мынандай не бар, ой бар. Адамның миы ашылады. Сұрақ қоясыз, миы ашылады. Информация кете бастайды. Сол кезде психолог келгенде, сол психолог ашып, соның миын қарастырып отырады да. Не болды, миында не бар, қай жерде травма болды, жаңа қазір не бір коуч-моуч деп отыр ғой, телефоннан не бір нәрселер. Сосын бір кезде тұрып айтасың, сен психологияны оқыдың ба, или бір жерден біреуменен басқа психологке бардың ба деп сұрайсың. Неге? Кейбіреу сасып қалады. Барғандар бардым дейді. Кейбіреу телефоннан оқып ем дейді. Мен айтам, сосын бірден өзіне ашық айтам. Мына психологтардың өзінің сұрақтары бар. Сұрақ қояды, сұрақ қойғанда ми жай ашылады, бірден ашылмайды. Ойын бәрін біле бастайды, ашылғаннан кейін. Одан кейін оны жіберетін кезде психологтар тағы бір сұрақтар қояды. Сол сұрақ қойғанда ми жабылады. Сосын адам спокойно кетеді. Неге шетелде психологке барып, адам келеді, көңілді қайтады. Өйткені оның миын ашып қарайды да, миын жаңа ойының бәрін тыңдайды да, қайтадан жауып жібереді. Мысалға да ойымен айтқанда. Вот сондай нәрселер. Олардың көбісінің миын ашып жібереді да, жібере береді. Ол сосын жүреді білмей. А психологтар соны көреді. Особенно өте жаңа өзіңіз айттыңыз, күшті профессионал психологтар бар. Мысалға неше түрлі спецслужбада фамилияларын айтпай қойын, жақсы психологтар. Олар жақсы сөйлеседі. Адаммен ұрыспайды, неше түрлі. Өзінің жолы бар. Бүйтіп қарап сұрақ қойып. Мен себебін айта кетейін, жаңа түзелмейді деген себебін айта кетейін. Жаңа әуел басында айттық қой, миымен қабылдайды деп ше. Сол миымен қабылдаған адамдар ғой енді ол нәрсені жүрегіне бекітіп алғанда. Ақыры сол шешім қабылдауға келген кезде олар жүрекпен уже шешім қабылдап, бекітеді жүректеріне, уже құлып сияқты кілтеп қояды да жүректеріне. Кейін тағы да бір дәлел ретінде айта кететін болсақ, Сирияға қазақ қыздары қалай шықты? Яғни бұл нәрсені әуел бастан өздері ашып кетті ғой Қазақстанға. Яғни өздері тұмшаланып шыққан жоқ шекарадан. Как положено мини-юбкамен макияждарын шаштарын жалбыратып, как будто бір Турцияға қыдыруға кетіп жатқан адам сияқты кейіпте сондай сипатта шығып кетті шекарадан. Оларға ашылу да, жабылу да сән. Қатты тимей қойсын, бәрі жабылады ертең. Маған уже мне всех плевать дейма, сондай болып кетті қазір уже. Ашылу да, жабылу да сән ол адамдарға. Ашылып жүріп жасауда әртүрлі қылмысты, жабылып жүру жасау
әртүрлі қылмысты жабылып жүріп жасау да оларға сән уже. Олар ештеңкеден қысылмайды. Жана жабылып тұратын болса, мұсылман адам ғой, енді мұсылманмын деп өздерін есептеп жана жабылып алады да, сол орамалдың жана тұмшаланғанның ар жағына өздерінің қылмыстарын жасыра алады. Ал ашық жүрінген, ашық киінген адам өзінің қылмысын қалай жасырады? Біз зайырлы мемлекетпіз. Көптің бірімін ғой, ешкім білмей қалады деген сияқты. Ашылып жасай береді да, ашылып да жасай береді. Сондықтан оларды айыру үшін, білу үшін өздерінің бір жаңағы ілім иелерінің қоятын сұрақтары бар. Сол бір-екі сұрақпен маскаларын шешіп алуға. Қандай сұрақпен? Ақида мәселесі, сенім мәселесі. Қай сенімді ұстанады? Мысалға, біреулер Аллахты аспанда дейді, біреулер Аллахты аршыда дейді. Біздің дәстүрлі дінде ол екеуі де қарама-қайшылық. Осы екі сұрақтың біреуі оларға совпадение келетін болса, болды, оның ар жағындағы сенімнен кейінгі ар жағындағы амалы қызық емес қоғамға. Сенімі сондай болатын болса, болды, олар тоже сол адасқандардың қатарында деген қағида бар. Сол арқылы білесіз, жаңа оңалмайды дегеннің себебі де сол. Олар уже кез келген тактиканы қолданады. Даже намаз оқымайтын адамның затын алу оларға халал етілген. Бізде ұят қой. Рұқсатсыз біреудің ақысына кірмейсің ғой. Мұсылман, жаңағы шынайы мұсылмандардың қағидасында. Мен мысалы ана жердегі телефоныңызды алайыншы, ол маған халал ретінде болады да, ана адамдардың көзқарасы бойынша. Қазақтың дәстүрлі діни көзқарасы бойынша ол біреудің ақысы, біреудің заты рұқсатсыз алуға тыйым салынады деген сияқты. Ұстаным бар да бізде. Ол жалпы даже ондай жоқ. Ұрлыққа да олар ұрлық деп қарамайды. Бұл ислам мемлекеті емес, бұлар мұсылмандар емес, бұлардың затын бізге пайдалану халал, бұл заттарды оларға пайдалану харам деген үкімді береді. Күшті талқы болды. Бәке, сіз ойланып қалдыңыз ғой, бір сұрағыңыз бар сияқты? Мынандай ғой, енді бұл жерде мақсат, цель. Біз мақсатты қоюды ұмытып кеттік. Екінші әдеп. Әдеп. Үлкенді сыйлау, мысалға әдеп қой. Жаңағы кішкентайды жылатпау, сол сыйластық, соның барлығы жоқтықтан болып баратыр бізде. Тәрбиенің кетіп баратқаны. Мына әдеп деген өзі, намаздың да өзінің әдебі бар. Ал мысалы ислами жақтан айтқанда да. Сол әдепті бұлар бұрмалап кеткен да. Жаңа сіздің сөзіңізге қарап, соны ойланып отырмын да. Мына қойған мақсат дұрыс болмай тұр да. Мына мақсат деген нәрсе қалай келеді? Адам ниеттенеді. Ниеттенгеннен кейін оған әрекет жасайды. Әрекет жасағаннан кейін не болады? Результат болады. Сол нәрсе бізде жоқ қазір. Нәтижесі деген дұрыс болмай жатыр. Мақсатты дұрыс қоймағаннан болады. Кешіріңіз, бағана айтып кеттіңіз ғой, сіз жаңағы мен уже болды, қателестім, жаңағындай енді қайталамаймын деген сияқты тұжырымға келе алама деп айттыңыз ғой. Сол келе алмайтындығының тағы да бір дәлелі, осы кісінің сөзін толықтыра кетейін. Жаңағы әдептің жоқтығынан. Ислам шариғатының әуелгіде түсіндірілген маңызды қағидаларының ілімсіздікке келіп тіреледі, жаңағы ізденбеушілікке келіп тіреледі, тәрбиеге келіп тіреледі. Жаңағы сол адасқан ағымдағы адамдардың көбісі ата-анасынан бас тартты ғой. Туған туысқандарынан бас тартты. Не только ұлты өзінің кәдімгі өмірге алып келген ата-анасынан бас тартты. Сол ата-анасынан бас тартқан көбіне ер азаматтар, ата-анасынан бас тартқан ер азаматтар көбіне әйел адамдарға күшпен қарайды, жаңағы зорлық-зомбылықпен қарайды, ұрады, манипуляция жасайды. Жаңағы діндегі 4 әйел алу несі бар ғой, қағидалары бар ғой. Сол 4 әйел алу қағидаларын әйеліне манипуляция ретінде пайдаланады. Типа, сен менің ризалығымды алмасаң, өзі ата-анасының ризалығынан бас тартқан адам. Ана әйелге жүктейді, бірақ өзім менің разылығымды ал дейді. Бірақ Алланың разылығы ата-ананың разылығына екеуі тығыз байланысты екен, ол вообще жоққа шығарды да, оны әуелден жоққа шығарды адам. Келеді де әйелге манипуляция жасайды. Әйел жаңа кетем деп айтатын болса, оны талақпен қорқытады, тозақпен қорқытады. Сен кететін болсаң тозаққа түсесің. Бөтен әйел жаңағы
ажырасқан әйелге бөтен еркектер жана көбіне қалай айтсам болады, көзі түсет деген мағынада сен сол көптің бірдеңенің кірі болып қаласың деген сияқты қатты жесткий травмаларды жертва болып манипуляция жасап береді. Әйел адам содан ашыла алмай қалады, өзінің еркіндігін ұмытып кетеді. А бұл дін адамның еркіндігін бұзатын нәрсе емес. Адамның еркіндігіне күш беретін, өзінің жаңағы тек қана Құдайдың ғана құлы екендігін түсіндіретін, бұл өте көркем, өте нәзік дін ғой бұл ислам діні. Соны адамдар өзінің психологиясымен адасқан ағымдардың, жаңағы адасқан Европаның идеологиясы бар бұл жерде, арабтың идеологиясы бар. Барлығы бір қамтыған кезде адам өзінен ойынан шығарған жаңалықтары бұл. Ал Құран адамның өзінің ойынан шығарған жаңалықтарына мұқтаж емес. Біз не нәрсеге мұқтаж екенімізді ұмытып кетіп жатырмыз да. Жаңа адамдардың көбісі, адасқан адамдардың көбісі Құдайға мұқтаж екендігін ұмытып кетіп жатыр. Олар бір какой-то бір лидер іздейді. Мана өзінің идеясын, жаңалығын қолдайтын адам іздейді, внимание іздейді. Әр жерден бір Құдайды іздеп кетеді. Ілімге келіп тұр ғой, сөзіңіздің расы бар. Ілімге келіп тұр, мынау сауат пен білімді шатастырып жатыр. Мынау сауаттың жоқтығы. Мынау сауат біздің, мысалға да бұрынғы кезде біздің осы мемлекетке тағы келейік, өзіміздің мемлекетті төменістетіп келген басқа мемлекеттерде болды. Мысалға біздің елді олар білімсіз ел деп келді. Соны біздің қазақтардың бәрі ойланып жүрді, ойбай, біз көп нәрсені аяқтан үйрендік, жоқ. Олар өйтіп айта алмайды біздің елді. Білімді алатын болса 9 тілге шейін, 10 тілге шейін білетін болған. А бірақ сауатсыз деген, оқымаған адам, білмейтін адам сауатсыз ел деп айта алмаған бізді. Бізде білімі жоқ болса да сауаты мықты болған. Өйткені ол жеті атасын біледі, өйткені ол руын біледі, қай жүз екен, соның бәрі сауат. Мысалға да ол басқа біреу қонаққа келіп отса, бір кетіп баратқан караванның өзін шақыртып алып, анау қойшы дейді, оқымаған қойшы дейді, мысалы деп етеді ғой, мысалы мал бағып жүрген. Соның өзі атпен шауып келіп, аналардың жанына келіп, қаяқтан келатсыңдар деп сұрағанда үйіне қонақ келіп, үйіне әкеліп, соған тамағын беріп, өзінің кімнен жаратылған, қандай құдалары бар, бүкіл сауатының күштілігін көрсететін тұғын. Сол сауат бізде қазір ақсаңдап қалды. Сол сауат берілетін жерде мыналар келіп кіріп кетіп отыр ғой. Білімді дұрыс алмай жатқаннан. Білімді қазір 21-ші ғасыр мектептеріміз бар, университеттеріміз бар. Бірақ соның өзінде анау басында фундамент бар ғой, сауат, соны дұрыс бағалау керек та, қарап отыру, қадағалап. Сол кезде сол дұрыс кетіп жатса, бала әр ағымға кетіп қалмайды. Не, мен әке-шешемнен сұрайын бірінші. Сіз жаңа айтып отырсыз, дұрыс едіңіз. Әке-шеше қарамай кетті қазір, тыңдамайды. Сол осы тарапта, осы жерде қоса кетейін, ата-аналардан да қателік кетіп жатады. Жаңа дінді қабылдап жатырған балалар болады ғой отбасыда. Ислам дінін қабылдаймын, орамал тағам деп жатады қыздар. Соны бірден сен ваххабистсің деп давка жасамау керек та. Уже солай психологиясы сол нәрсеге қарай жаңағындай ығысып кетеді да. Сол нәрсені қамтып кетеді ана қыз баласы. И так-та өспелі кезеңде өсіп келе жатырған қыз баласы, қызығушылықпен дінді бастап келе жатқан қыз бала ол. Ата-анасы давка жасайтын болса, сен ваххабистсің, жұрттың қыздарын қара, жұрттың қыздарымен салыстырып, жұрттың оқыған дінге барғысы келіп тұрған қыз ғой. Дінге барғысы келіп тұрған. Әке-шешесі дұрыс істемей жатыр бұл жерде. Әке-шешесі тұрып, ал дінді оқығың келе ма? Жүрме сені, мешітке апарайын. Мешіттен алып оқы. Біздің муфтиятымыз бар ғой. Бар муфтияттан оқы. Кімнен ілім алып жатсың? Соны білу керек та ата-анасына. Ой, сен, дұрыс айтасыз, сөйтіп айқайлап кетпеу керек. Айқайлап кетпеу керек. Білу керек. Ілімді қаяқтан алып жатыр. Егер мешіттен, пожалуйста. А если басқа біреу, осындай жамағаттан, осындай бөліне береді ғой. Соны қадағалау керек. Дұрыс айтасыз. Оныңызға қосыламын. Осындай бүгінгі подкастымызды, осындай керемет подкастымызды күшті көремін. Екі жақта полярный ой болады ғой. Бір жақ келіседі, бір жақ келіспейді, бір жақтың осындай подкаст болған кезде жалпы талқыға жақсы болады. Сондықтан да енді ең бірінші бәріміз сауатты болайық. Бәріміз сауат болған нәсіп етсін бәрімізге де. Содан кейін уже білімімізді, немізді бәрімізде. Мемлекетімізде айтамын ғой, мен дейтін жаңа болмайды қазір айтуға, білім жоқ, қараңғылық дейтін барлық жерде, әрбір ауыл аймақтарда, ең алыстағы аймақта мектеп бар. Мектептерден сол жақтан білім алып, ең бірінші сауатты болайық, одан кейін білімді болайық деген сөздермен
мен бүгінгі подкастымды аяқтағым келіп отыр. Сіздерге беретін біздің сыйлықтарымыз бар. Сізге де рахмет, өте жақсы. Осындай қоғам дауысы подкастының атынан сіздерге, осындай Назерке ханым сізге, және Бәке, бұл да сізге, осының бәрін. Ал, құрметті көрермен, құрметті тыңдарман, автомобиль, иә. Құрметті тыңдарман, құрметті көрермен, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді осы видеоның астына жазып отырыңыздар.